әйелі жақсы еркек рауажланады. Тек еркек адам мәжбүр бізге бақытлы қылуға деген зат жоқ. Өмірлік жолдасының дөретушілігі көбінесе көрінеді, енді соның арқасында мен де барман деп айта жағайын ма? Енді бізге қашан сөйтіп отырады екенбіз, балаға қарадым, бүйттім, сөйттім деп. Қазіргі уақытта тайын емес аналарымыз көп. Менің мына түр түсімнен ақ уже сіздер біліп алсаңыз болады. Я ауқатына отырып арқаңа алмайсың. Я бір ішіңе бір дейді фәйзі болмайды. Мен мына өзім қамыр жаяйыншы, ілтимас. Арықпан ба, томпақтан? Томпақсан. Нан япканда менің айым, менің айым. Қандай? Дәулім жай салажақ, бит-бит, сол гитарист, алмай ізімнен кеуімді алажақ. Ой, дым түсініксіз болып қалды. Хамиге сәлем, бұл Күнде лайк подкасты, ал мен басылшыңыз Перизат Аяпбергенова. Бүгін жаңа жыл саны. Жаңа жыл тек қана күтіп алу емес, ол қоштасуда. Күнделігіміз бетлеріне тарих болып мұхырленіп атырған 2025 жылдың имканиятларына, бізге берген шарт-шараятлары және ырысқы несібесі үшін шексіз мінедаршылығымызды білдіреміз. Ал 2026 жылды біз бүгін Күнде лайк подкасты менен еліміздің ажайып гозалары, шаққанлары, таланттылары менен біргелікте өзгеше тәрізде күтіп аламыз. Демек, мималар, Өзбекстан психологлар ассоциациясы ағзасы Мухаббат Душекенова. Күнде лайк бұл har бір хаял үшін ең керекті подкаст деп айтамын. Себебі бұл жерде har бір хаял өзінің маскасын шешіп, шынайы инсан сипатында көрсетіп беретұғын көрсету. Біз андай бір ашылатын, неғылатын жерді, шынайы да, бүйірде ұлыма сезімлерін көрсететұғын жер деймін да. Har бір хаял басқаларға бізде көрсетпейміз оны. Қазір нәрде отырған менің күйеуімнен кешірім сұрап алдым ғой, мысалы үшін сондай жерді. Сондықтан да лайкларымызды аямай, осы көрсетуді көріп барың, хамды өзіңіздің пікірлеріңізді жазып кетің. Жас тамашагөйлер театры актрисасы, сүйкілі өмірлік жолдас, мехрибан ана Диляфруз Мұратбаева. Міне бүгін Күнде лайк подкастына келдік. Бұл көрсету har бір әйел адамның, мәселен, жәмиетте өз орнын тапқан, һәм семьяда да, жұмыста да өзінің орнын тапқан әйелдердің бір ішкі сезімлерін, ішкі бір ешкімге айтпаған сырларын айтатын орын деп білемін. Соның үшін har бір қыз болсын, әйел болсын, осы көрсетуді көруді ұсыныс етемін. Ертеңгі күнде сол әйелдерден бір азғантай болса да бір мотивация алу, керек жерлерін өзіне сіңдіру. Соның үшін көруді ұсыныс етемін. Har дайым көңіл күйпияты ажайып жәмиетке позитивлік таратып жүретұғын Айгүл Ережепова. Күнде лайк көрсету вообще зор. Мен өзім бүгін екінші мәрте келдім. Алдым бірінші мәрте келгенде өзі энергияға, сол позитивке толып жүретін адам етін, бірақ осы жерге келіп мен жыладым. Осы күнде лайк көрсетуіне келіп жыладым. Себебі бұл жерде хаял қызлар ішіндегі барлық затлар шығады. Қуаныш, күлкі, жылайды, келеді, күледі дегендей, бірақ жеңіл тартады. Бұл көрсету основной хаял қызлар үшін арналған көрсету деп айта аламын. Һәм қаралып бақсаңда өз орнына ие көрсету. Көрсету зор болды. Күнде лайк көрсетуіне үміттелеп қаламан. Күнде лайк көрсетумен бірге болың. Екі перзенттің анасы, блогер Набира Шамшетова. Күнде
күнде лайк көрсетуі улума жас сайламай турган көрсөтүү YouTube каналына кирип көрсөңүз болот. Сиз бул жерден тек гана бир багдар боюнча эмес, өмүр жолларындагы ар кандай багдарлар, ягни сизге бул жерде шпакерлер, психологлор өзүнүн өмүр жоллору менен бөлүшө турган ар түрдүү инсанлардан өзүңүздүн өмүр күндөлүгүңүзгө керек болатыгын бетлерди окуп алсаңыз болот. Сонун үчүн бир көрүп кетүүгө жана лайк басып кетүүгө ылайык көрсөтүү Ахметтин берсин деп айтып жатам. Сүйтүп айтса боло ма негизи? Бул көрсөтүүгө Ахмет яр болсун. Удачи. Дили Шайн модельер мектеби тикарчысы Дилафруз Салиева. Жас тамашагөйлөр театры актрисасы, муза театр актрисасы және де елімізге халыққа белгілі болған Қаракөз, Қимайман спектакльлерінің бас рөлдегі актрисасы Азиза Базарбаева. Жаңа жыл һәр біріңіздің шаңырағыңызға ырысқы несібе, мол, таусылмас, ауырмастай денсаулықпен кіріп келгей. Һәр дайым көздеріңіз көруден, жүзлеріңіз күлуден, аяқларыңыз жүріп, кішкене ғана жүректеріңіз дүк-дүк ұрудан ешқашан тоқтамасын. Күнде лайк, хаял қызлар жүрегінен сөз етеді. Социал тармақтарымызға ағза болың, һәм күнде лайк басың. Күнде лайк! 2025 жыл һәр бір хаял қыз үшін, жас үшін шарт-шариятлар есігі ашық болды. Тек қана бізден талап етілген нәрсе сол ашық есіктерден туры һәм үнемлі жол менен пайдалану еді. Сізлер қандай етіп пайдаландыңыз, қандай жетістіктерге ерістіңіз, ал өміріңізде, жеке өміріңізде нелер өзгерді? Баслап беріңіз. Мұхатапқа сіз баслап бере ғой? Кейін екінші дальше айтып кетеміз. Айтып Кім айтады кетеміз, екінші ғой? белгілі біліп алайық. Иә, айтып кетеміз. Ортаға Аха. жазып кетеді. Ассалаумағалейкум. Хаммеңізге кіріп келатырған жаңа жыл менен қуанышылман осы жерде отырғанымызға. Негізінде мен үшін еш уақытта жаман жыл, жақсы жыл деген зат болмайды. Мен үшін һәр жылым өзі жетістіккерліктер жылы деп айтамын. Енді 2025 жыл мен үшін бір үлкен жаңалықтарға толы жыл болды. Мен 2024 жылы перзентлі болдым, 4-ші перзентім дүнияға келтірдім. Һәм бірінші мәрте мен декретте отырып, өзім сүйген кәсібіммен шұғыландым. Яғни декретте отырған халда, үйде отырып қалмастан, өзіме депрессия түспестен, өзіммен шұғыланып, һәм көп өмірімде жаңалыққа кіртілді. Ол өзімнің жұмысымда да, өмірімде де көптеген жаңалықтарға ие болдым. Ең жақсы жаңалықтардың бірі бұл халқымызға қызмет қой. Енді біздердің нелеріміз көп семьялар өзлері татуласты, ажырасып отырған семьялар бірлесті, көп семьяларда жаңалықтар көбейді. Енді қатты қуанамыз, себебі бір семья қосылған уақытта біздер өздеріміз бір сондай рахметлерді естіген уақытта мен расын айтамын да, ол рахмет сөз не только маған, ол менің келешекте әулетларыма, яғни перзентлеріме, ақылықларыма, шаулықларыма жететұғын рахмет деп айтамын да. Сондықтан да көп жаңалықтар болды. 2025 жылы мен Ташкент қаласында ең жақсы психолог номинациясын алдым. Жоғары кеңес Қарақалпақстан Республикасы Хаял қызлар комитеті басшылығы тарапынан мен сондай етіп тәшәккүрнамалар алдым. Көптеген жаңалықтарым болды. Сондықтан да ойлайман 2026 жылға бұл маған көптеген күш берді, көптеген мотивацияларды беріп, 2026 жылы елде көп жаңалықтарды кіртіп, халқымызға қызмет етуден тоқтамаймыз. Өзім шаңырағымда болса, көптеген жаңалықтардың бірі бұл перзентім ғой енді. Сол перзентімнің мынандай затты үйрендім де, бұрында біздер перзентлерімізге қаралмайтұғын едік. Яғни, я жұмысқа бақшылайтын ек уақытымызды, яғымызда
басқа да затларменен шұғылданып жүретін едік та. Қазіргі уақытымда мен һәм жұмысыма да үлгеріп, һәм перзентіме де қарауға уақыт болып отырғаны, бұл уже көп маған не бер жетіскелік деп айта аламын да. Себебі дараматты үйде отырып тауып деген, мысалы үшін, көп жетіскелікке ие болдым деп айта аламын да. Себебі азалы кей 24 сағат тауымды, мысалы үшін, 8 сағат жұмыс істеп тұрып, перзентлерімізге уақытта жата алмай, перзентлеріміз біздерге мұқтаж болып, біздер өзлерімізді айыптар болып жүретін еді да. Ал қазіргі уақытта мен сондай етіп қуаныштымын. Осы перзентлеріме де уақытта жатып, өмірлік жолдасыма да уақытта жатып, әлбетте ата-анамызға, басқа да желіге уақытта жатып, мен көп дараматқа ерісіп отырмын деп. Сол менің ең үлкен тұсларым деп айта аламын. Қандай жақсы. Енді ассалаумағалейкум, һәмме гозал хаял қызларды осы жерде көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Театрған жаңа жылдарыңызда һәммеге бір жақсы жаңалық болсын. Мен өткен жылды декретте отырып өткердім десем болады. Себебі 2024 жыл 3-ші перзентімді дүнияға келтірдім. Феврал айында 25 сол декреттің ізі жалғасып кетті. Менде не жаңалық болды? Көбінесе мен үйде болдым. Үйде енді білеміз, өмірлік жолдасын менен түсіретін дөретушілік вайларымыз бар біздердің. Содан келетін дараматлар, рекламалар, көбінесе солармен шұғылдандым. Ал сентябрь айына келгенде жұмысқа шықтым. Сентябрь, октябрь айларында жұмысқа шықтым. Жұмыста өзіміз жас тамашагерлер театрындамыз. Солмен бірге араласып кеттік, таза спектакльлер тапсырдық. Жылдың ақыры келді уже. Енді әзір новогодний тамашаларды басладық балажаларымыз үшін. Енді жеке өмірімізде дейтіндей, менде жеке өмірде енді көбінесе балалар менен әуре болдым десем болады. Жаңарағымда балалар, 3 бала мен әуре болдым. Үйде болған хаялдың ең тикарғы жұмысы, басылы жұмысы сол балалар. Тәрбие беру, соған қарау, кішкантайым енді сәл өзін алып кетемен дегенше соның қасында болу, үйде отырып, бұлай жаңағы жығылып кетпесін, өйтіп кетпесін. Мәселен, басқалар үшін бір кішкантай зат болып түйілуі мүмкін. Үйде отырып, ана балаға қарап отырып бол деген зат біздерде көп. Ондай затлар не, мына балаға қарап отырыпты деген есеп бітіріп отқан жоқ. Негізгі жұмыс әйел адамда, ауыр жұмыс сол. Себебі оның үйде отырған менен о баланың мәселен ауруы бар, оның мәселен неге тілі шықпай атырыпты, неге жүрмей атырыпты деген затлар менен әуре боламыз біздер. Со затқа жаңағы ойланып отырып ақ соны ізетлейміз. Неге жүрмей атқан екен ай? Неге ол өйтпей атырыпты, неге бүйтпей атыр, со затлар. Енді және бір затты айтып өткім келеді, үйде отырып, үйде отырған аяларда енді дөретушілік бір неге еріспесең да, сол балаларды бір денсаулығын жақсы қылып қарау, ауыртпау, сабаққа күнделікті уақытыменен жіберу, мен үшін бір карьерамнан, мынандай өзімнің бір басқа бір жұмысларымнан ең главный затым сол болды. Биыл мен үшін жауапкершілік. Енді Алла бұйырса, енді жұмысқа енді шықтық, енді өзімнің дөретушілігім енді басланады деп ойлаймын. Алла бұйырса, енді 26-дан үмітлеріміз көп, Құда қаласа. Әлбетте, жақсы ниеттеріңізді баршасына еріскейсіз. Сол менің де ең ашуым келетіні қазір жас аналар, менің достарым, менің қатарларым көп естеменде декретте құрып отырмай мынаны істесейші деген сырттан сондай гаптер болады. Декретте қалай құрып отырасың, сен құры шай іше алмайсың декретте балаңменен. Бірінші балаңды азықландыруың керек, ұйықтатуың керек, оған қарауың керек, үйіңе қарауың керек. Айта берсең тема көп. Дилапаның дейміз ғой, енді жетіскелігі, сол өмірлік жолдасын жетіскелігінде да бұның үлесі бар негізі. Мен үшін соны мақтаншылық айтып кетсеңіз болады. Соны мен айтып кете жағып, енді оны мақтанбай қойын деп. Үйі тыныш еркек, әйелі жақсы еркек рауажланады менің күйімде болып. Соны айтып кетейін деп едім деймін ба. Енді рас көпшілік адамдар енді менің дөретушілігімді көрмеуі мүмкін. Енді өмірлік жолдасының дөретушілігі көбінесе көрінеді, енді соның арқасында мен де барман деп айта жағадым. Біз білеміз, әрбір күшлі ер инсанның артында әлбетте хаял адам тұрады.
декрет демекші, декрет дейсіз ғой, мысалы жаңа бала қарау, анау мынау. Енді бізге қашан сөйтіп отырады екенбіз, бала жігіт бар ма деп жаңалық демекші қазір үлкен темаға біз келеміз, құда қаласа. Оны отдельно айтамыз, Оны отдельно айтамыз. Жаңалық демекші, мен әрбір күнім жаңалық, Құдайға шүкір, жақсы өтеді. Осы 2025 жылда сәмес бе? Ұра береміз өзі. Әмеге ассалаумағалейкум, үзірлі болсын. Алдымызда келатырған жаңа 2026 жыл бәршемізге құтлы болсын. Құрметлі қызлар, аялдар жиналып қалған екенбіз, бір өсе көрейік дейді. Құласа айтқанда, жаңалығым дегенде бұл 2025 жыл жақсы өтті. Мен әрбір жылыма шүкір. Себебі көптеген шәкіртлер шығардық, қолдан келгенше оларға білімлерімді бердім, һәм үйретушілік, яғни ара тұра тоқтап қалдық, бірақ вайн түсіруде Құда қаласа 2026-тан бастап вайн түсіріп, еледе контентті күшейтіп, еледе шәкірт, еледе құры отырған үйде қыз-келіншектер болады, ақша табуым керек, күйеуім қолына қарап қалдым деп қысынатын келіншектерім бар мысалға. Вот именно тек қана еркек адам мойнына қойып қоймай, өздері де әрекет етіп, декретте отырса да әрекет етіп, пұл табу үшін, сол рауажлану үшін, солардың көтерілу үшін әрекет етіп, мен де сабақ өтемен, Құда қаласа 2026-тан бастап. Сондай жаңалықтар болады бұйырса. Сондай. Және бір қосымша Айгүлдің айтып отырған жөнелісі бар, қазір блогерлік жөнелісі ешқандай жоғары мағлұматқа ие болмай тұрып та, жоғары мағлұматқа ие болған инсанмен тең дарамат табу құқын береді негізі. Дұрыс. Қазіргі күннің заман талабы дейміз. Заман талабы. Заман талабы. Мен сізге қосыламын. Удачи. Рахмет. Ахмет сізге. Хамеге ассалаумағалейкум, және бір мәрте көзал ханымлар, және біздерді көріп отырғылар. 2025 жылда мен өзімде болған жеке семьямда, шаңырағымда болған жаңалық. Менің 2 қыз перзентім бар. Үлкен қызым үлкен өмір жолға қадам басты, және 1-ші классқа мектепке барды. Бұл мен үшін өмірімдегі ең үлкен жаңалық. Және осы қызым мектепке бараман дегенше бір ай давамында ұйқылай алмай жүрдім. Өзімді өзім баса алмай, ойбай ертең мектепке барса демде үлкейіп кетсе қандай болады мен қызым мектепке барғанда деп өзім қатты бір өзім баса алмай жүрдім, бірақ мектепке барды. Мектепке жақсы қазір оқулары іліп кетті. Мен одан қаттыға қуаныштымын. Даже өзінің қатарының алды деп айта аламын қазіргі уақытта. Менің ең үлкен жетістігім сол менің 2 перзентімнің жетістігі. Ал жеке өзіме келетін болсам, 2025 жыл өзімнің оқыған жөнелісім бойынша және оқуды давам етіп жатырмын. Елде жақсы білім алып жатырмын, бірақ мен өзімді психологпын деп айтпаймын, бірақ психология тарауында оқыман. Құда қаласа 2026 жылдың аяқларынан менден бір жақсы психолог күтіп қалсаңыз болады. Конкуренция. Қарап қойдыңыз ғой. Құда қаласа болады жақсы жаңалық. Біздердің кәсіпте еш уақытта негізінде конкуренция деген зат жоқ. Себебі әрбір инсанның психологы болады. Яғни қандай? Именно өзінің басып өткен жолы менен алған білімлері болады. Сол білімлері именно сол адамға жөнелтірілген болады. Соның үшін біздерде конкуренция деген жоқ. Егер психологлар көбейсе, біздер қатты қуанамыз. Себебі бір өзіміз әмеге жәрдем бере алмаймыз. Дұрыс айтасыз. Мен жеке өзім конкуренция деген сөздің өзін қатты жаман көремін да, себебі әрбір кәсіпте болсын, қандай да бір тарауда болсын, әркімнің өзінің несібесі бар. Несібесі бар. Бәсеке бар жерде енді рауажлану да Ол да дұрыс. Бәсеке бар жерде. Мен қазір өзімнің сол SMM тарауында қазір 2 жылдан артық жұмыс істеп жатырған болсам, өзімнің сол 2 жыл давамында алған, арттырған тәжірибемді ендігіде психологияменен қосып, жақсы бір өзімді психолог қылып даярлап жатырмын. Құда қаласа сізден де көп көмеклер алатын боламын. Ниетіңіз қажет. Рахмет. Ниетіңіз жолдасыңыз. Мен жаңалықтарын айттым, мен айта қояйын. Сен де жаңалық көп шығар. Пәтігін қойды кәдімгідей. Ойнап бересен ба дейді. Ойнап айтым, айта бер. Жаңалықтарға келетін болсақ, менде жеке өмірімде и плюс карьерамда үлкен жаңалық болды. Жылдың басынан бастап біздер Digital Models агентствосы таза зданияға көштік. Үлкен жасау ораймен біргелікте жастар істері агентлігімен істесіп жатырмыз. Ең үлкен жаңалықтардың бірі бұл жерде отдельно жастар істері агентлігіге көп үлкен рахмет айтамын. Бірінші очередьте одан кейін 70% оқушыларымның көбісі магазиндерге, бутикларға полностью жұмыспен тәминленді олар, жұмысқа жайласты. Қазір 2 миллионнан 5 миллионға шекем дараматқа ие.
қазір де мен нам оқушыларым оқиыншы дейді да. қазір де оқушыларым. Одан кейін өзіме карьерадағы ең үлкен жаңалықтардың бірі Таджикистанда болып өтілген модалар көргізбесіне барып қайттым. Майда, по-моему, да. Майда барып қайттым. Майдан кейін уже жылдың басында көпшілігіңіз білесіз, жақын аралықтарда өзім жақында тұрмысқа шықтым. Құтты Рахмет. Сіздер де әмшетірсіз. әумин деп па. Жылдың басында өзімнің не десем екен, более тұрмыс орталығым білән таныштым деймін ба, вот сондай. Жылдың басында ең үлкен жаңалықтардың бірі болды сол. 2 айдан кейін біздер уже өздеріміздің бір-біріміздің ата-аналарымызбен таныстық. И карьерада менде үлкен жаңалық болды, и личный өмірімде үлкен жаңалық болды. Жаңалықтардың бірі менде сол. Және сізді құттықтау қалса болады. Дилишайымның оқушылары, егер алжаспасам, сол мисс Қарақалпақстанды алды, дұрыс па? Сіздің оқушыңыз емес па сол қыз? Да. Сіздің оқушыңыз бұл да үлкен жетістіктілік. Егер құттықтаймыз. Және бір нәрсені айтып өткім келеді. Өткенде Күнделай подкастымыздың мейманы болып келген кезде Дилишайын модельлер мектебінде біздердің Күнделай подкастымыздың 2 қыз келіншегін бипыл оқытып бізге үлкен сауға еткен еді. Рахмет. Сауға етемегенде Ажайып. көбейтіп жібергенде сан 4-еуін ба, иә? Мен 6 деп естідім. Айгүл, сен еспедің Арада бір сағат 150 деп естідім. полный бесплатно деп па? Қандай жайып. Өздеріміздің традицияны бұзбаған халда. Сол біздерде жақында январь айында таза потогымыз ашылады. Соңында қалесе, сол және Күнделай подкастына және 2 қызды оқуымызға мұрат етіп қаламыз. Бипыл оқуға. Рахмет. Мен жазылдым уже. Ассалаумағалейкум, құрметті көрсетудің ықыласменділері, құрметті тамашагөйлер. Негізі өмірде деп тыңлап отыруды жақсы көретін адаммын мен. Бірінші орында Мұрат үшін рахмет, үлкен рахмет. Сондай ажайып инсалардың орталығында даврасында отырып қалған екенмін. Жаңа жылдарыңызбен кетірген. Рахмет. 2025 жыл мен үшін карьера құратын жыл болды. Студентпен һәм оқып жатырмын, һәм мемлекеттік театрда һәм жеке театрда жұмыс істеп жатырмын. Ажайып жыл болды. Көп затлар үйрендім. Өстім, үлкейдім. Подростковый дәуірден адам үлкен жасқа өтеді ғой. Сондай уақытты мен бастан кешірдім деп ойлаймын. Переходный возраст па? Енді дым переходный деп айта алмаймын. Үлкен адам болып, өзім проблемаларымды өзім шешіп бастағандай болып бастадым. Карьера құрып жатырмын. Ең үлкен жаңалықтың біреуі Қырғызстанда өткерілген халықаралық театр фестивалында қатынасып келдік. Театр жамаатымызбен бірге ең мықты дебютты алып келдім. Һәм 2026 жыл Францияда өткерілетін оған театр фестивалына осы жыл жолданбаны қолға кірттім. Молодец. Ажайып. Молодец. Әрбетте, әр бір хаял қыздың жетіскерлігі бізді қаттыға қуанышқа бөлейді. Бүгінгі жаңа жыл подкастымыздың осындай бір ажайып, кеуіл кипиятта өтіп атырған процесін бұзғым келіп тұрған жоқ. Бірақ сонда да Күнделайдың мақсеті жас қыз келіншектер арасындағы үлкен бір машқалаларға алып келіп атырған темаларды додалап, жас қыз келіншектерге өміріне түрткі алатындай инсайтлар беруден ібарат. Һәм мен кішкене ғана бұрылыс қылып, бір теманы ортаға тастағым келіп тұр. Не жаңалық? Жаңалық бар ма? Деген сұрау көп инсанлар үшін жеңіл һәм апуайы қабылдануы мүмкін. Бірақ жас аналар, болашақ аналар, жас келінлер үшін бұл үлкен һәм ауыр, ішіндегі қандай да бір сезімдерді сындыратұғын сұрау. Бұл инсанның жекесіне өту. Әне сол бір сұрауды қазір мен ортаға қойып, ажапалардан, қызлардан жауабын алмақшымын. Не жаңалық деген затты енді айтып өтсек, мәселен, не жаңалық деген ол жаңа тұрмысқа шыққан адам үшін онша ахметлі сұрау болмауы мүмкін. Бірақ енді 5-6 жыл болып тұрмысқа шығып, перзентлі болмағандар үшін ауыр десек болады бұны, не? Уақыт өтіп атырыпты. Һәм уақытқа қарайды,
һәм ізіне қарағанда ізінде ес ат жоқлығына сол ауыр болуы мүмкін. Ата жаңа тұрмыс құрып, еле 1-2 ай болып, я 1-2 ай болған адам үшін ол онша еле ахметлі емес. Оған бір жеңіл қарайды. Хәзіл қылып қарауы мүмкін. Енді ол сұрауды басқа бір адамға уақыт өткерген, тұрмыс құрғанына бір 5-6 жыл болған адам үшін мен ауыр деп ойлаймын. Бұл зат енді жаңалық біздер үшін, біздер аузымыздың бір шетіне шығып айтып кете беруіміз мүмкін, бірақ сол адамның өзіне барған уақытта ол қиын жағдай болады. Айтады ғой, құлақ бен емес, бірінші жүрекпен естеді ол сұрауды дейді. Қатты удар сұрау. Енді бұл не жаңалық деген тек сол тұрмыс құрған келіншектер болмаса сол қандай жаңағы бір көтерілмей отырған, тұрмысқа шыға алмай отырған қыздар емес та, бұл හැмеден де бір болатын нәрсе. Табиғи жұмысы жүріспей отырған инсаннан да сенде не жаңалық, жұмыстарың жүрісіп кетті ме деп сұраудың өзі, соған сол сұрауға жауап берудің өзі қиын. Себебі бұл қазір айтып жатырмыз ғой, сол затлардың хамесі менің өзімнің басына өткен да, мен өзім шыға алмай жатырмын, сол сферадан, сол болып отырған затлардан, депрессиядан еле өзім шыға алмай жатырмын да, жұмысларымды қайтып жайғастырсам болады ендігі жағында деп, еле өзіме өзім айқасып жатырғанда, әтрапымдағылар андай қалай да бір өзін маған мейірбан қылып көрсетті. Сенде хамесі жақсы ма, не жаңалық деп сұрайды да. Мен айтам, сіздерге айтатын жаңалығым болса, менің де түр түсімнен ақ уже сіздер біліп алсаңыз болады. Өзім жақсы жаңалықпен бөлсем келіп, сіздер менен сұрамастан бұрын өзім барып айтамын. Соның үшін сол не жаңалық деп адамдар қызығып сұрамастан бұрын адамның деп азғантай өзіне, жағдайына қарап кене ол сұрауды берген. Қалесе Инстаграмда да айтылатын мысалы сондай қуанышты жаңалықлар бөліседі көп адам. Асығатта адамдар қызығушылығы басымлау қазірне не жаңалық болып жатыр екен деп білгісі келеді. Егер жаңалық болып жатырса, адамдардың өздері сізге айтады, сіздің сұрауыңыз шарт емес. Дей жағедім ғой мен не? Маған ұқсаған адамдар айтпауы да мүмкін. Почему? Потому что мен өзім жаңалықты бірден деп айтып тастағанды жақтырмаймын. Өзіңнің байлығыңды ем, бақытыңды ем, қуанышлы күніңді ем, сыр тұт деп айтады да. Соның үшін болып отырған процестерді көпшілік адам қойып барады. Мен ол затты қойған жаман көремін, жаңалықтарды қойған жаман көремін. Бір результатқа жақсылап еріскеннен кейін, досконально болғаннан кейін, точкасынан қойғаннан кейін шығарған жақсы көремін. Соның үшін бір адамдар қайтып айтсам екен, адамның ар жақ бер жағына қарап тұрып, не жаңалық деп сұрағанда бір жақсылау болатын еді. Жаңалық болса өздері айтады, айтқысы келмесе уақыты келгенде біледі дейсің. Ол дұрыс. Har bir заттың өзінің бұйырған уақыты, сағаты бар. Қайта-қайта сұрай беруім, оны ойлап тұрып, именно осы заттан депрессияға, стрессқа түсуім, қаттыға жаман зат деп ойлаймын. Именно сол затты ойлаған сайын, сол негативный затты өзіне тарта береді. Соның үшін оны ойламай, лучше жіберу керек. Өзінің күнделікті жұмыстарымен, хоббиларымен істесіп кетсе, ол жаңалықтың өзіне Алла Тағала бере береді. Жаңалық сұрай берсе, сол адамның өзінде бір адамдарға мақтанатын жаңалық болмағаннан кейін, адамдарға араласуға да шошып қалады. Адам қазір барсам дейді, менен нәтиже сұрайды. Не айтамын, оларға қой, бармай қояйын, араласпай қояйын деп өзінде шектеу болып басылайды да. Соның үшін жаңалық сұрай берсе, адам басқаша болып қалады. Соның үшін сұрай бермең. Қызлардан қашан тұрмысқа шығасың деген сұрау көп келеді ғой, мысалға Айза. Бірақ менде ондай зат болған жоқ. Айза тұрмысқа шықпады. Қытайда болған соң ба маған ұлым алды. 2004. Ой, еле Қытай кезде ғой сен жүре ме? Мен еле Қытаймын да. Асықпа. Енді Айгүлден сұрасақ болды, өкпелемейтінім шығар енді. Өкпелеме? Жаңалықты расы Дилиша айтып отыр ғой, бұйырған уақыты болады деп. Мысалға енді көреміз, 2026-та бола ма, 2027-те ме, асықпаймын, өзімнің ақ аттағы шахзаданы күтемен деп па. Енді расымен асығып, ойбай, қатарын тұрмысқа шығып жатыр, ойбай, 2005-ің, 2006-ың қыздар уж роддомда деу жүргендерін көрсең, бір түрлі боласың. Сүйістіреңгілерім ұзатылып жатыр да, уж няқа келіп маған қадалады. Айгүл, енді уақытың келіп тұрды ғой, сүйістіреңгілерің кетіп жатыр, енді қашан дейді да. Сен қашан? Ау, басыңда отырпан ба деп приколаймын мен, қоя ғой, ау, шығарымыз Құда қалесе деп. Енді нормальный жігіт жоқ болса не қылайын деп. Ол сондай сораулардан шаршадым, тошкісін қойын, 2026-та шығаман деп қоя берейін. Жақсы. Осы жерде айтып кетейін, өзір сөзіңізді бөлдім. Өткен жылы Күнделайк подкастына келген уақытында енді сіз қашан тұрмысқа шығасыз, қашан жаңалық болады деген уақытыңызда
өзімнің дедлайным бойынша 2025-те тұрмысқа шығамын, бірақ кімге екенін білмеймін деп едім. Бірақ реально 2025-те тұрмысқа шықтым. Жақсы ниет. Бірақ мен өмірде кімнен қашан тұрмысқа шығасаң, қашан жаңалық болады деп ешқашан сұрамаймын. Осы күнделік подкастымның стол атрапына келген аял қызлардан сұраймын, бірақ себебі менің подкастыма сонша сұраулар келеді, олар қызықтырған сұрауларды мен келген мемалардан алып қалуым керек. Ал енді және бір зат айтайын, ана болу яки келін болу бұл ешқандай жарыс емес. Әрбір хаялдың өзіне тән өмір жолы бар. Мен өзім пікірімді білдіріп кетейін, сіздердің әрбіріңізді тыңладым. Негізінде бұл өмірге келген уақытта мен жеке шахс болып келдік, дұрыс па? Бұл өмірге келген уақытта әрбір инсан бір жолда кетеміз. Яғни бір өмір берілген болады, әмеге. Бірақ бұл өмірге келген уақытта біреуіміз бірінші келген боламыз. Яғни жолға бірінші шыққан боламыз, біреуіміз ортада кетіп бара тұрған боламыз, біреуіміз болса уже финишқа жақындаған боламыз. Яғни әмеге де әме нәрсе берілген, просто оның жолында кетіп бара тұрған уақыты елі оныкі емес болады. И әрбір инсанға өзі уақыт сағатымен беріледі әме нәрсе, әрбір ниетіменен. Себебі біздер айтамыз ғой, өйтемен бүйтемен дегенмен бәрі ішінде қорқуы болады, әрбір адамның ішінде ой пікірлері болады, әртүрлі программалар болады, сонымен ол айқасып жүрген болады. Негізінде әмеде де әме нәрсе бар. Яғни айтқым келеді, бұл өмірге келген уақытта әмеміз, мысалы үшін бір зат мен жасырып тұрған болайын, сөйтіп келдік па, ішімізде тұрыпты, әмемізде де бар. Просто оны уақытында ашып берсек, ол өзіне өзі шығады да. Сондықтан да не жаңалық деген сөздің растана мәнісі үлкен, бірақ та әмемізде де ол зат бар дей жақпан. Анау дегенімізбен, мынау дегенімізбен өзі уақыт сағатымен әме зат беріледі өзі. Сондай пікір не қылар жақпан да, білдіре жақпан. Енді әркімде әртүрлі түсінік болады, бәрібір психологиялық жақтан алып қарағанда да бәрібір әмемізде де бар нәрселер. Просто ол уақыты сағатымен беріледі. Соған өздеріміз әрекет етуіміз керек шығар, Тайын болған уақытымызда біздер сол затты біздер өздеріміз анық сұраған уақытта, мысалы үшін тұрмысқа шыққан уақытта әмеміз білгіш болып туылмаймыз. Дұрыс емес па? Өзі әмеміздің периодымыз болады. Мысалы үшін мектепке барған уақыттағы период болады, садиктегі периодымыз болады. Одан кейін уже біздер не қыламыз, университетке таярланамыз. Ол біздердің әрбір этабымыз. Мысалы үшін біздер солардан өтіп кетіппіз ғой. Одан кейін тұрмысқа шығу этап болды, одан кейін балаларымызды тәрбиелау этабы кетті. Одан кейін уже енді біздер келін түсіруге, күйеу балаға енді этапқа таярланып жатырмыз да. Соның үшін әрбір этап өзіне жарасықлы. Но әмемізге де ол берілген нәрсе. Соның үшін еш заттың уақытының кеші, ямыса уже басқа заты деген зат жоқ. Тек ішіміздегі харекет болса болды. Соған тайын уақытымыз болады әме нәрсең. Тайын болмасақ еш зат келмейді. Расы. Айтады ғой. Керек кезде керек жерде келеді. Да, дұрыс. Айтады ғой. Адамның өмірінде ерте кешігуші деген зат жоқ деп. Әме зат өз адамның, әрбір адам индивидуал, әрбір адам уникал болып есептелгеннен кейін, әрбір адамның өзінің уақыты сағаты болады. Бұйырған уақыты, бұйырған затлары, бұйырған нәтижелері болады. Әрбір инсан өзі тайын уақытта әме нәрсе келеді. Тайын емес уақытта ол келмейді. Реально дұрыс екен сол зат. Да. Сол этапқа мен тайыммын да, мен келілікке енді тайыммын деген уақытта обязательно келілік алып келеді. Мен келілікке таярман. Просто ана болуға тайын уақытымыз қай уақытта келеді, растанам өздеріміз өссек та, просто қазіргі уақытта тайын емес аналарымыз көп. Соның үшін перзентлеріміз кесел болып жатырыпты, ар жаққа апарып жүрміз, өйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз, оларды ұрып жатырған жағдайлардан көремін. Көп детский психология болғаннан кейін көп кішкентай балалармен істесем енді мен именно мамаларының состояниясынан кеп шыққан халда балалар сөйтіп айтады, мен баламды дейді апараман, мен неге баруым керек дейді да. Мен айтаман, үйленемен дегенше ұл балаңыз болса маған келесіз, сіз деймін, қыз бала болса 14 жасқа дейін мен сізді қабылдаймын деймін да. 14 жастан кейін қызыңызды қабылдаймын деп айтаман. Потому что балалармен істесе береміз, балалар періште. Но именно әме нәрсе мамадан келіп шығады. Сондай. Соның үшін тәрбие бірінші біздерден басталады, құрметті аналар. Соның үшін тек хайал адам көплеу оқысын, көплеу ілім алсын, білім алсын делген, потому что оның хаяллық миссиясының ең бірінші нәубетте ол ана болғаннан кейін перзентлерді дүнияға келтіреді, и оны тәрбиелеп, вояге жеткізіп, оны бағана өзіңіз айтқаныңыздай декретте отырып, именно хаял адамның миссиясы сол хаялық позициясында болып, аялық фитратында болып, честно айтқанда, вот үйде отырып балаларын тәрбиелеп, вояге жеткізу.
вот дұрыс тәрбие беріп. Да, бұрынғы заманда мысалы үшін айтады да қаяқтан батырлар туылған дейді да. Да. Мысалы да қазіргі заманда неге ондай емес, қазір өйтіп жатырмыз ғой бүйтіп жатырмыз ғой. Например, маған көп келеді, репетиторға жіберемін, күнде қыдыртамын, назаттап беремін, неге недовольный балалар дейді. Не үшін? Потому что ең үлкен нәрсе керек біздерде, мехр мұхаббат, внимание керек. Ананың именно айналайын деген сөзіне мұқтаж негізінде да. Мен айналайын деп айтамыз да, но именно мама қандай болу керек. Қазіргі біздердің мамалар қандай болып жатыр? Енді өкпелемен қызлар біздер көбінесе телефонда өткереміз. Яғни біреудің гүл әперіп жатырғанын, біреудің мысалы үшін, біреуге біреудің, мысалы семьяда андай затлар болып жатыр, мынандай затлар салыстыру көбейіп жатыр да, и мама не қылады, раздраженная, нервная болып жүреді. Содан кейін бала қандай состояниеда болады, дұрыс па? Қателесіп жатпын ба мысалы да? Даже балаларды да енді содан кейін маманың состояниясынан келіп шыққан халда балада уже басланады түрлі нәрселер. Баланы біз қалай батыр етіп тәрбиелаймыз? Себебі біздер оны бірінші өздеріміз салыстырғаннан кейін, мама өзін салыстырып тұрды, өзі рауажланбай тұрды, өзіменен өзі шұғылданбайды, ал басқалардың өміріменен әуре болып жүрген уақытта, әлбетте балада уже ол, мен айта аламын, ол ұмтылған перзент деп айтамын. Одан кейін ода да агрессия пайда болады, нервный болады. Соның үшін біздер батырды тәрбиелау үшін бірінші өздеріміз даналыққа өтіп алуымыз керек. Жәделес айтып өттіңіз ғой, менің енді үлкен миссиям болып отырды. Күйеуімнің жетіскерлігін дұрыс айттыңыз, оны мен енді психологиялық жақтан айтайын. Да, потому что еркектің рауажлану бар хайал адамның өзіне бірінші көз қарасынан. Сол үйді үйтіп отырамын десеңіз, біздерге байланысты. Мен болды, мынандай ма деп өзіміздің законымыздан орната алмаймыз біздер ол үйге. Себебі мен мысалы үшін басқа республикадан келіп, өмірлік жолдасым басқа республикадан келіп, мен өзім республикамның законын орната алмаймын ол семьяда. Біздер екеуміз екі республикадан келіп, ортаға құрған бір отаудаймыз да. Вот соған енгіземіз көп затларды. Сол уақытта өмірлік жолдасымыз әлбетте рауажланады, себебі сіздің басыңыз құяшқа кіріп тұрған болады. Яғни күнде жақсы идеялар және бір затлар. Ал егер де сіз қараңғылыққа кірсеңіз, уже сіздің бір өзіңіздің қараңғылыққа кіргеніңіз емес, ол уже өмірлік жолдасыңыз сам кіреді, и перзентлеріңіз сам кіріп бастайды. Яғни көп семьяларда сондай жағдайлар болып жатыр. Яғни біріншіден біздер түскілікке өздеріміз түсіп отырған боламыз. Себебі енді мен айтайын, энергия біздерде болады да. Хайыл адамда энергия көп. Енді еркектерге қарағанда хайыл адамда энергия көп. Да, енді табиғат өзі сөйтіп бөлінеді, женская психология, мужская психология дейміз ғой. Мысалы үшін көп өкпелейді еркектерге, ол өйтпеді, бүйтпеді деп. Не үшін? Еркек психологиясы басқаша, олар реально қарайды көп затқа. А бізде эмоцияға. Логикамен істейді да олар. Да, біздер эмоцияға қараймыз. Біздерде көптеген эмоция болғаннан кейін, это зависит от энергии да өзі. Эмоция это энергия болады. А еркек реально қарайды. Мне ақ па, ақ, қара ма, қара. Енді біздер көп затты олардан талап еткіміз келеді да, бірақ олар сілердің тек айтып тұрған сөзіңізді ғана түсініп, соны істейді, дұрыс па? Гүл әкемесең болады ғой, яқшы әкемейін ба дейді, дұрыс па? Потому что сен айттың дейді, дұрыс емес пе? Вот сондай болады да. Соның үшін құрметті хаялардағы айтса, рауажлану деп айтып жатырмыз ғой. Енді рауажлану ол не зат? Рауажлану деген уақытта бір жерге бару, ямса бір зат істеу емес. Именно бұл рауажлану дегеніміз аз-маз уақытты өзімізге ажырату. 5 минут уақыт, ол план талап етпейді, мысалы да. Аз-маз болса да бір шұғылансаңыз, әйтеуір нәрселер ғой, бір 10 минут бір кітапқа жатсам, уже біздерде рауажлану болады. Көпшілік хаялар сол затты білмейді да, өзгергім келеді дейді. Сен өзгерсең бүтін әлем өзгереді дейді ғой, бірақ не заттан баслайын өзгеруді, не заттан баслайын өзгеруді көп қиналады. Кітаптан баслайық болды. Женская энергия туралы харизмше сөйлейінші. Япри. Аялны энергиясы хақында сөйлеп тұрсыз ғой. Oilada apamiz bor, onamiz. Ko'p narsa bog'liqda. Uyga barsang, apangning настроениясы bo'lmasa, uyda hech kim настроениясы bo'lmaydi. Ya ovqatni o'tirib orqangga yeyolmaysan, ya bir ishingni bir nodiydi fayzi bo'lmaydi. Uydagi asosiy energiya apamizda-da, masalan, onamizda. Onaning kayfiyatiga bog'liq, oilaning kayfiyati. Da. Mening premyeram bor edi bugun. Айбір хәзет бестеміз ба демек ол. Аз ғана бұрылысыларды туыры қабылайсыз деген үміттеміз, себебі Азиза қызымыз Қарақалпақ мемлекеттік жас тамашагөйлер театрында жаңа спектакль, яғни Достыққа қиянет атлы спектакльдің премьерасына асығып кетті, бірақ біз оны күтеміз. Оған шекем ажапалар менен, қызлар менен ажайып сәубетімізді дауам еттереміз.
мына декретте отырған аналарға бір мотивация беріп жіберіңіз, сіз деле көп отырдым деп жатсыз. Декретте отырған ана. жаттым деймін. Мен расын айта қояйын, декретте отырмын, бірақ ана даже 40-ымда да толық жаттым деп айта алмаймын. Мәселен, рекламаларымызға шығып кеттік біздер, съемкілерімізге шығып кеттік, сол өмірлік жолдасымен бірге сол жұмысына полностью съемкісіне кіріп кеттім мен. Мен өзім былай анандай декретте 40 күн толық жату деген затты онша жақтырмаймын. Бар ма екен 40 күн толық Ал жататын әйел толық өзім жататынлар бар екен, ал мен сол затты естіп мен хайран қалдым. Мен мәселен Уям. ненің Ане тери жатқан екен. енемнің үйінде болдым. Енемнің үйінде болғанда да көбісі бір апта жатқан шығарман жайында. Не алып, кейін бірақ хамемен ауқатланып, кәдімгідей үй жұмысларын істеп, енді өзіңді азмаз сақлайсың, мұздайдан, неден азмаз сақлау болды, бірақ шығып кеттім. Өзім қабылдай алмаймын мен анандай. Жату деген затты өзім қабылдай алмаймын. Киімдерімді өзім жуып, сөйтіп кеттім. Мына өзім үйімде, мәселен, аз бөлек шыққан жерімде, енді мен істемесем кім істейді оны? Менің өзіме қаратылған зат қой бәрі. Соң үшін ләжі барынша енді мына шараяттан келіп шығып, сол өзімді сақлаған халда істеуге харекет еттім. Енді декретте жатып, декретте мен ұсыныс етпеймін бірақ аяларға көп жатуды. Үйден шықпай. Ане депрессия, ане үйдегі ұрыс содан болады. Ерлі-зайыптың ортасындағы деп ойлаймын енді. Мен өзім енді психолог емеспін, бірақ өзімнің немнен жағдайымнан, жеке пікірімнен келіп шығып айтамын. Үйде жаңағыдай мен декреттемен бала бағып отырыппан деген. Еркеклерге де соны ұсыныс еткен болар едім. Әйелді үйде көп отырып ұстамаң. Ләж барынша енді жұмыс істемейтін аяларым бар, енді біздер жұмыс істемейміз ғой, біздер не қылуымыз керек деген затты маған айтуы мүмкін. Мәселен, бір жақларға барып келіп болса да, күтпей өзін шалғытуды, мені ямаса бір азмазма адамларменен, достарымен сәубеттің өзінде адамның ішкі несін алады. Жиналып тұрған энергияны алады да, мынандай жаман энергиялар болады адамда үйде жатқан кезде жиналған. Соларды алады. Соң үшін үйде жатып та былай еркектің миын жеу, жаңағыдай енді өзімде созат болды, жаңағыдай шығып баратса ашуым келеді. Қайқа баратсаң? Мен деген зат. отырпаңыз, сен отырмайсың ба? Біздер отырмыз ғой деген зат болады да. Соң үшін сол затлар болмау үшін ләжі барынша анандай харекетте болуды. Осы Харекетте. жерде сіз сөзіңізге бір қосымша кіртіп кете жағадым қазір айтқаныңызға. Декреттегі хаялар көпшілігі депрессия, стресс деп ойлайды ғой енді декретте. Менің деп Мұхаббат апа, жақыннан бастап мен де психологияға кіріп кетіріппін, сен бір айтып қояйын дегенім ғой. Айтайын. Азмазда мен айтайын. Негізінде Жақында болып басладым деп па? өмірдің өзі осы затқа алып келеді екен. Қаншалы сен өзіңнің психологияңды, миыңды рауажландырған сайын, өзіңдегі блокларам ашылып бастайды, өзіңам рауажланып бастайса, проработка істелінуі тез болады екен. Именно сол психологияны үйренген сайын, именно сол декрет как әйелдерге рауажлану этапы деп айталады екен мен. Именно сол декретті. Мен бір оқушым болды, декретте отырған, біздер онымен онлайн индивидуальныйда істестік, жақында туды. Бір ай давамында істестім онымен индивидуальный, телеграмда. Как қазір мощный. И оям түсініп жетіп жатырды, қазір именно осы декрет хаялар үшін рауажлану этапы екен. Хам балағаям қарап үлгеріп жатырды, өздері бөлек тұрады, бөлек тұрғаннан кейін хам күйеуіне қарап үлгереді, өзіне қарап үлгереді, жақсы көрген затларымен шұғылданады, хотя үйде отырып. Соң үшін декрет как рауажлану этапы деп алып қараса, хаяларымыз жақсы болады қазіргі дәуірде. Адам болу керек деп ойлаймын бірақ, не? Азмаз, не? Мәселен, бір жақларға барып кетсең, балаға қарайтын адам болмаса бәріп шыға алмайсың ғой үйден. Сондай адаман болу керек қасыңда, қолдап қуатлайтын адам. Мәселен, мен үйде көбінесе сестренкім болды. Былай шыққан уақытта сестренкіме тастап кететін едім баламды, не? Өзім сіңліме. Сондай адам болу керек. Күте қарасатұғын, жәрдемдесетұғын адам болу керек. Жағдай енді балаң елек кішкентай отыра берсе деген затларам адамның өлтіреткен негізінде. Мен өлтіреткен да. Сол затқа өзіңам әстен кіресең, мынау кішкентай шықпақ қояйыншы деген зат болады екен да.
мен бір жерге баратын болдым да, сөйтіп балам кішкентай болды, енді Ташкентке баратын болдым. Балам кішкентай болды, қорықтым алып шығуға жолға. Сөйтіп қыстың айы, қыста неге звонок өтеді, енді қыста сояқта тұратын, Ташкентте тұратын, погода қандай, мен пәлен уақыт баратын едім, қандай болады екен, әй, баламды алып шыға жағайдым деп. Сонда жаңағы әйел, балаң сен үйде отырсаң ауырайды. Сен озатты ойламана деп. Сен баруыңды ойла. Сояққа барып, айланып қайтуыңды ойла. Қандай энергияда боласың. Сол озатты ойлама сен. Растанан дым жақсы барып келдік. Мен мәселен деп кейіннен не қылдым, расау деп ауыртып басам деген зат нерде ойлап қалдым да барайын деп отырғанда. Кейінен айтқаннан кейін үйде отырғанда да ауырғанда да не қасаң. Есіп келмейді ғой. Ояққа барғанда да мәселен. Соның үшін не қылды жақпан енді өзлерімізді бірінші Таярлауымыз керек. Таярлауымыз керек та, үйретуіміз керек та. Ой, дей берсең, созат паникаға түседі. Созат болады екен. Мен өзімнен кеп шығып айтып отырмын, енді адамдарға жүдә бір ақыл берер нем жоқ, просто өзімнен кеп шығып айтып отырмын. Хаяладан бір-бірім жаңа эмоциональный болғаннан кейін реально андай панетическая болып кетеді. Мен реально өзім сондаймын, эмоциональный болғаннан кейін сразу паникаға беріліп кетемін. Енді құрметті декретте отырған мамалар, қой біздер ауа жанымыз керек екен деп балаларыңыз тастап ертең қызыл флагты көтеріп шығып кетпейін көшеге, ондай болмайды негізі. Менің өзімді мысалы енді жасым кішкентай болғанмын, 2 перзенттің анасымын, Құдайға шүкір, бірақ ешқайсы перзентте мұндай қатты бір ауырып, ондай жағдай болмаған. Көп бала туған және балаларын ешқайсысын ауыртпай қараған, балалары бір жетістікке ерісіп жатырған аналарды көрсек, дұрыс мысалы әйел адамдармыз ғой, соны көрсек хәуесіміз келеді біздердің негізіне. Сол жетістікке баламыз деп жатырсыз ғой, баламыз ауыртпай өсіргеніміз деп. Сол көп бала туып, балаларын ауыртпай өсірген анаға сенеміз негізімен, педиатрға сенгеннен көре соған жақсы сенемен да, балалар еш ауырмайды солардың деп. Соның үшін алдыңызға бірінші мақсатты балаларыңызды жақсылап қарап, ауыртпай декрет дегенде жақсылап отырып, главный алдыңызға миссияңыз балаңызды сол қатарға еріп қосып кетемен дегенше соған бар ітібарыңыздың бәрін соған беріп, сол арқайын болған уақытта көзіңіз анық сол балаңызға сол ауырмауына, витаминдерінің жетіп тұрғанына, сол декретниді қатырып тастағаныңызға көзіңіз жетсе, дальше өзіңіздің үстіңізде істенгеніңіз дұрыс. Соның менен біргелікте қосымшасын айтып өтемен, балаңызбен қосып өзіңізді бірге рауажандыра алсаңыз, ол жүдә жақсы. Бірақ енді һәм нәрсені қойып тастап, бірінші орында өзімді қойым керек, мен декретте отырсам, давай мен рауажланым керек деп, шауып балаларыңызды ауыртып алмаң. Ол һәм нәрсе орныменен тарезге қойып, өлшеп, һәм нәрсені есаплап сөйтіп істегеніңіз мақұл. Главный балаларыңызды ауыртып алмаң, сол сіздердің ең главный миссияңыз. Декретті соң үшін береді, сіздерге рауажлану үшін емес, балаларыңызға қарау үшін. Бұл менің жеке пікірім. Ешкімге ешқандай қарсылығым жоқ. Бұл менің жеке пікірім. Негізі декретте қанша уақыт отыру керек өзі? Балаңыз өзі ауқат жемейін дегенше отыру керек, өзіне өзі алып керек. Сіз айтып отырсыз ғой, мысалы балаға қарау керек, бала не қылып болғаннан кейін өзіңізге деп жатсыз ғой, оған дейін ол хаял тамам болады да. Тамам болмайды. Одан кейін Тамам уақыт болмайды. ажыратып, Енді сол үшін айтып отырсам мен ана қарасатын адам болу керек. Қарасатын адам болу керек. Мәселен оны тастай сала шығып кетпейсің еш уақытта. Сол қарасатын адам, мәселен мен сіңіліме сенгем үшін тастап кете аламын арқайым да. Енді сіз екінші еле қараң, екінші және үшінші перзенттеріңізде сондай болғансыз. Ал бірақ бірінші перзентіңізде ондай болмағансыз. Бұны да ашық айтуымыз керек. Зилия апаға ұқсап, екінші, үшінші перзентіңіз болса, полный период баса берің, ал бірінші перзентіңіз болса, елесіне білмейсіз, жақсылап қараң балаларыңызға. Декретный бұл балаға қарау үшін беріледі. Өзіңше өзіме уақыт ажыратамын. Ойнап айтамын. Өзі негізінде бар ма? Мысалы үшін сенде сұраулар кетіп жатыр ғой. Енді мен сіздерге кітап жақтан айтамын да. Әркім енді өзінің опытын айтса, енді мен 4 перзенттің анасымын. Менің үлкен қызым 21 жаста, 22-ге қараған болса, кішкентай перзентім 1,5 жаста. Ойланып көрің. 21 жаспенен 1,5 жастың қаншелі парқы бар. Яғни одан мен қандай жаста дүнияға бірінші перзентім келтірген болсам да, уже har түрлі мендегі растанан баста опытлар. Енді негізінде өзі білім жағынан алып қарайтұғын болсақ, har бір ананың мысалы үшін бізде бауырымызға басқанымыз, сол перзентке қарағанымыз өзі 3 жасқа дейін маманың өзі энергиясында болады бала. Негізінде да. Маманың энергиясы қандай болып жүреді? Мысалы үшін депрессияда жүрген болса, түскілікте жүрген болса, ол har түрлі жаңағыдай тұрмыста түрлі нәрселер болады ғой. Соның бәрін перзент уже ауқатланып жүреді. Яғни 2 қабат кезден басылап.
Екіқабат кезден бастап уже перзент ауқатланып жүреді, туылғаннан кейін сол ауқатпенен ауқатланады. Енді бұл жерде хайел адам, сіз айтып жатырсыз ғой бағанадан бері, мысалы үшін мен жатпадым депті. Жатпадым, ол дұрыс па қате ма, енді мен ақыл бере алмаймын деп. Әркім өзінің өмірінен кеп шыққан халда айтып жатырды, но именно бала келген уақытта қорқады бәрібір. Бұл өмірге келген уақытта именно маманың құшағы оны көп заттан асырайды. Но ол құшақтың өзі толығымен оған берілу керек. Біздерде әртүрлі затқа беріп жүреміз. Дұрыс па? Аз ананың кеуіліне қарауым керек, ямса анау маған бір зат деп қоймасын, аз ауқаттасуым керек, бізде даже толықлай оған бере алмаймысам, сондай уақытламсам болады. Именно сол уақытта біздерді именно депрессия кіріп кетпеу үшін, мысалы үшін ең бірінші хайел адамның мен бір затты білемін, бірінші өмірлік жолдасына ашу басыланады. Дұрыс па? Ол жағдай айттыңыз ғой, шығып кетеді, неге мен бір өзім деген затлар оянады. Енді мен 4 перзенттің анасы болғаннан кейін менде басқа алдындағы перзенттерімде мен сондай болатын еді. Неге? Сен бүйтші, сен бүйтуің керек қой деген зат менде болатын еді. Енді мен бұл білімден жақыларды алдым ғой, енді 5 жыл болды, 6 жылға қарап отырған болса, психологиядан келіп шыққан халда мен бір затты түсіндім. Депрессияда түспеу үшін бірінші бізде бір затты үйренуіміз керек болады. Яғни декрет это не өмірлік зат емес. Ол біріншіден. Декрет ол болезнь емес. Екіқабаттылған бұл кеселік емес негізінде. Перзентті туу деген уақытта бізде біреу үшін тумаймыз. Дұрыс емес пе? Бізде перзентті тек өздеріміз үшін дүнияға келтіреміз. Яғни бір зат сезіну үшін, яғни аналық бақытын, хаялық бақытын сезіну үшін дүнияға келтіреміз. И кейіннен бізде өмірлік жолдасымызға уже шарт қойып бастаймыз. Сен өйтуің керек, сен бүйтуің керек, мынандай қылуымыз керек деп, уже семьяда расын айтсам, ол көшеде жүріп келеді, біздер үйде отырғаннан кейін біздерде түрлі затлар басыланады дей жақпан да. Сол депрессияға түспеуді мен 4-ші баламда үйрендім, яғни психологиядан кейін қандай бір лайфхак үйретіп кетейін. Мен һәр уақытта айтады ғой өзіме. Мұхаббат, сенің өмірлік жолдасыңа бірінші мәрте үйленді, бірінші мәрте әке болып жатырды, бұл өмірге ол бірінші мәрте келіп жатырды, олам қателесуге хақысы бар. Давай сен одан көп затты талап етіп бермей, өзіңнен бір затларды істеуге харекет етіп көр. Дұрыс па? Растанам, 3-ші перзентім туған уақытта біздерде мынандай зат болады. Мен ұлы болдым, 2 қыздан кейін, 8 жылдан кейін да. Сондай шарт айтатын едім. Ой, мен бала енді дүнияға келтірген, мен ес-сат істемеймін. Сен анау істесең, сен мынау істесең, сен мынау істесең деп, как королева болдым да, расында, сөйтіп бөлістірдім. Бірақ ниетімді туыр қоймаған екенмін. Енді бұл хайал қыздарға айтқым келеді да, мен жұмыс істемеймін, ертең мені бақсын, да, бақсын. Но мен ес-сат істемеймін десе, ол уже денсаулықтан айырыламыз деген сөзге де алып барып береді. Жақпан да фокус да, уже біздер депрессиялар қаяқтан шығады, үйде отырып қаламыз, қаяқтан шығады деген затқа келіп айта жақпан да мен. 8 жылдан кейін дүнияға келтірдім ұлымды. Сол уақытта мен андай айтып өзіме тілек тіледім. Яғни мен ес-сат істемеймін, мен как королева, потому что мен саған ұл туып беріп жатырмын, жатаман дедім ба. 1 жыл жаттым. Ол қайтып. Операционный болдым, қимылдай алмай қалдым. Одан кейін қолым сынды, одан кейін көзіме бір затлар шығып кетті. Енді ең кейінде 6 ай мен қолым бітпей жүрді. Сол уақытта мен жалынғанмын. Аллахым, мен мына өзім қамыр жаяйыншы, ілтимас. Мен бір өзім харекетленейінші деген затқа келдім да. Содан кейін мен декреттеу өйтемен, бүйтемен деген заттың бәрін аптыстам. Яғни декрет мен үшін бір тамам болған нәрсе деп қабылламайтын болдым. Сол 4-ші перзенттің туылмастан алдым. Һәм айтатын еді, енді сен жатасаң өйтемін, мен ес-сат жатпаймын. Мен рауажланамын, мен елді алдыға жүріп кетемін, мен тоқтамаймын деп айтқанмын да. Өзім үстімде істеуге де еш тоқтамағанмын, 40-ында жатып білім алып жатқанмын. Расы да. Кітап оқыман, туаман дегенше кітап оқып жаттым. Енді мен мысалы үшін басқа жаққа бара алмаймын, дұрыс. Кете алмаймын, жолда жүруге болмайды, но хотя бы кітап оқып отырдым. Ең мен немді. Вот соңғышынан қыздарға айтқым келеді. Біздер өмірлік жолдасымызбен тұрмыс құрған уақытта бір нәрсені түсінуіміз керек болады. Тек еркек адам мәжбүр біздерді бақытлы қылуға деген зат жоқ. Өзі тұрмысқа шығу, семьялы болу деген нәрсе, просто 2 инсан сол бір бақытты екеу бөлісу үшін тұрмыс құрылады да. Ол жерде ешкім ответственный емес, еркегім, хайелім, тек сол бір адам мен сені бақытлы қылып беремін деген зат жоқ та өзі негізінде низам бойынша. Просто ол сол бақыт деген сезімді екеу бөлісу үшін тұрмыс құрылады. Вот сол затты уже бізде келген уақытта бізде уже үлкейеміз. Просто бізде тұрмысқа шығып отырған уақытта
енді өспей тұрып тұрмысқа шығамыз, дұрыс емес пе? Біздер именно бізде таяр емес болып тұрмысқа шығамыз. Себебі біздер әркімнің өмірінен үйреніп шығамыз. Мысалы үшін мынаның өмірінде өйтіп жатырды, мынаның өмірінде бүйтіп жатырды, енді мен соны істемеуім керек деп жұқырып жүреміз біздер. Негізінде әрбір адамға индивидуал өмір берілген, әрбір адамның жеке өзінің өмірін жарата алады. Әрбір нәрсе өздеріміздің қолымыздан. Декреттемен деп жатып алсам маған менікі, дұрыс па? Қимылдаймын десем менікі болады. Әмме адамдікі өзінің істеген нәрсесі негізінде дұрыс болады. Бірақ та бізде бір затты түсінуіміз керек болады. Біздердің именно состояниеміз ол әммеге тәсір ететін нәрселер. Перзентіңіз өзіңіз нервный болып емізетін баршы болса, нервный болып емізсеңіз ол қандай болып тұрады? Дұрыс па? Сіздің состоянияға байланысты болады. Соның ұшынан үйде отырған уақытта депрессияға түспеудің ең бірінші несі ол бізде өмірлік жолдасымыз болып есептелінеді. Соған қараған уақытта любой оның қарекеті болса айту керек іштен. Ол оған бірінші мәрте келді, ол білмей жатырды. Дұрыс. Мен дәрілерімді дұрыслап алайын. Мен депрессияға түсетін едім. Мысалы үшін білемін да, ол состояние болады, се гормонлар ойнайды, ұйықтап қалған гормонлар қайттан шығады. Это норма нәрсе әйел адамды 2 айға ешкім. Но восстановление қылу өзімізге байланысты дей жақпан да. Ол қандай восстановление қылады? Жаңағыдай подружкалармен шығып қайтқан уақытымызда, бір сыртқа шығып біреулермен деп деп көріп қайтамыз. Бір энергия бар, бір арасында бір кофе ішіп қайтамыз қой енді, сол кофе ішіп қайтқаны соның өзі бір терапия. Ол терапия болып есім. Даже отырып бір жаңағы телевизорды көріп, бір нормальный бір киноңды көріп, бір аз-маз демалып алу. Себебі мынандай болады да. Үйітті өзіңізге жаратып аласыз да. Себебі мынандай уақия бар да. Бір уақия айтып берсем бола ма? Кете беремін ба? Таңданып отырасыз, мұқадап ардушы Прям зор подкаст болып жатыр да, қаттаға пайдалы подкаст. Да, потому что мынандай болады да. Әрбір семьяда болатын уақиялармен просто мен түсініп тұрпан. Хаял болғаным үшін, ана болғаным үшін, мен біреудің перзентімен, мен көп затлардан пайтапны өттім. Мен постоянно айтамын, біз 7 келінбіз, мен 5-ші келінмін. Соның үшін менің енем бар. Біздер мысалы үшін уақытында келдік. Енді қазір келінбіз, иіліп сәлем береміз, елеге шекем да, елеге шекем ұстаймыз. Бірақ енді оны біздер хамеге көрсетпейміз, Бір уақия болады, бір хаял болады. Өмірінде постоянно шаршап жүрген балалары, сондай шатақ. Енді жаңағы өмірлік жолдасы менен келіспей жүрген болады да. Сөйтіп бір күндері қараса, постоянно ол хаял шаршап, жаңағыдай налып жүретін болады дейді да. Сөйтіп бір күндері қараса, ол хаял өзгеріп бастаған да. Бірақ өмір сөйтіп давам етіп жатырды дейді да. Яғни балалар сол шатақлығы өмірлік жолдасы елі сол жүрісте дейді, бірақ хаялда негедір бір басқаша бір өзгерістер пайда болған. Яғни күліп жүретұғын болған, басқаша болып өзін тұтатұғын болған. Сөйтіп қараса, ол осындай айтып бір неге барады, енді уақытта енді ол жаңағы білім алуға барады деп айтайық та, енді білім керек қой мен нәрсеге. Сөйтіп білім алып барып болып, хаптеге бір мәрте қапсын 2 сағатқа іліп тастайтын бір жағдайға түседі да. Енді өмірлік жолда жұмыста кезде 2 сағат қапсын тастайды екен. Сөйтіп балалар енді қызық қой, мамам не істейді екен мына 2 сағат деп та. Сөйтіп короче говоря, har қапсын іліп тастағанда балаларына сорау пайда болады екен. Сөйтіп балалар бұны аңлайды да. Сөйтіп қараса, мамасы өзінің ең жақсы көретін затларын әкелеткен. Мен мысалы баламыз қой ішімізде, дұрыс емес пе? Баламыз затлар жегіміз келеді, отырып бір демалып, бір затларды көргіміз келеді. Сөйтіп сол мамасы отырып алып, дастарханда жайып отырып, жаңа затлармен жеп, 2 сағат өзіне уақытта жатып, шай ішіп алады екен да, жаңа комнатасында да. Сөйтіп мамасына келіп шығып, мама, не қылып жатсың сен бір өзің деп балалар сұрап берсе, мамасы айтыпты, бір хаптеге сілерге жақсы маманы жаратып жатпан деген да. Бір хаптеге сілерге жақсы мама образын жаратып беріп жатпан балаларым деген да. Вот именно біздер енді уақытымыз жоқ, өйтіп жатпыз, бүйтіп жатпыз дейміз қой. Негізінде хаял адамдар ма, әмме нәрседен демала алады. Біздерге сондай энергия берілген, энергия темасында. Біздер бір қыттай бір помада, 10 000 помада сатып ала қояйық, содан даже энергия аламыз, демалып аламыз, дұрыс па? Реально факт. Вот, бір какой-то бір заколка алып сондай тағып көреміз ба? Да, реально уже одан біздер ала аламыз, демала аламыз да. Вот сондай, соның үшін мен уақыт ажырата алмаймын, және бір зат емес, ол әркімнің өзінің қолында болатын нәрселер. Вот декретте отырайық, отырмайық, оған байланысы жоқ. Сен декретте отырмай жұмыс істеп жүргелер, сол нервта жүрген болады. Декрет, және это не приговор. Яғни бұл уже кеселік емес, бұл сіз өмір бойы отыратын нәрсе емес. Просто декрет это сіздің сол перзентке беретін жаңағы неңіз периодыңыз. Яғни өзіңіздің білімден себебі, және мысал ретінде айтып кетейін. Бұл өмірге келе отырған уақытта айтады екен перзент, мен ояққа баруға қорқамын ғой. Жарық дүнияға барсам, мен сатты білмесем,
мен қалай хамизатты білгіш бола аламын сені бір инсан күтіп тұрыпты, ол саған хамме нәрсені үйретеді, яғни бұл сенің анаң деп айтылады. Яғни соның үшін бір затты үйрету үшін біздер өздеріміз бір затты білуіміз керек дей жақпан да, құрметлі аналар. Енді мен көп затты айтты демең, енді біздерде көп информация болғаннан кейін, көп не болғаннан кейін соны бөліскіміз Сіз келеді. осы күнде лайкқа обязательно лайк басыңыз керек және YouTube каналынан тауып көруіңіз керек. Себебі Мұхаммад апа бұны пуллы курста сатады. Бұл информацияларды қазір сіз көп қана қымбат курслардағы керекті мағлұматларды бейпул алу имканиятына ие болып тұрыпсыз. Соның үшін жіберместен қарап отырыңыз. Дұрыс айтасыз. Керекті мағлұмат. Рас айта беріңіз, сатасыз қой, бұл курсты негізі. Жазылсақ қалай сізге бір алдыңызға барып отыру керек екен сөйлесу консультацияға, иә? Конечно, келім. Көп нелер, мысалға психологқа бараман десең, неге? Не проблемаң бар ма? Псих дегенде андай қылып түсінеді да, сол консультацияны түсінбейді да көп адамдар. Мысалы үшін қараң, психология бұл өмірімізде хамизатты пайдаланатын нәрсе, яғни өміріміз психологиядан ibaret, иә? Мысалы үшін бизнес болсын, жеке семьяда болсын, 80% психология. Себебі бұл өмірде айтамыз ғой, 15 күніміз қараңғы, 15 күніміз жақты дейміз, иә? Это нормальный зат. Ол хамеге беріледі. Себебі біздер хаме уақытта жақсы затта жүре берсек бар ма, біздер сол жерде айналып жүре береміз, біздер өсу туралы ойламаймыз, жаңағы салыстырып, жаңағы деп жүре алмаймыз. Яғни нормада жүре береміз, дұрыс па? Сол ақыспен кете аламыз да. 15 күн қараңғы деген нәрсе, именно мен сол затты айтамын. Ол сізге, значит, толчок берді, яғни сізге движок берді ма, сізді сол тұрған жеріңізден ысырып басқа жерге жіберді, сіз бір жерде тұра алмайсыз деп айтамын да. Но біздер не қыламыз, именно әрбір адам бұл өмірге келгеннен білім арқылы өседі негізінде да. Бірақ бізде білім алмайды ғой, алмаймыз. Білім берейік десек, айтады, ой, сен менің өмірден психологпан дейді да, мен өмірден психологияны үйретпеймін, мен тек білімнен үйретемін. Яғни психология это наука. Ол ешкім өзінің өмірінен үйрете алмайды бұл затты да. И сөйтіп, уже білім алған уақытта, сол уақытта адам өседі. Бірақ жаңа 15 күн қараңғы деген келеді, бірақ одан жеңілеу шығып кетеді дей жақпан да. Біздерде адамдар не аламыз? Білім алмағанымыз үшін. Яғни ол мектептің білімі, семьядағы білім емес, ол именно өмір білімлері деп айтылады бұны. Соны алмағаннан кейін ол har түрлі жағдаймен бәрі сол білімді алу керек болады. И оған нелер келеді? Мысалы үшін, жақсы емес жағдайлар келуі мүмкін, денсаулығында проблемалар болуы мүмкін, семьяда, отношенияда бір затлар келіспеушіліктер келуі мүмкін да. Но ол этаптан ол өтіп береді. Сол өтіп бере алған үшін оған беріледі негізінде әрбір этап. Сондықтан да өсуіміз, рауажлануымыз әрбіріміздің қолымызда деп айта жақпан, құрметлі хаялар. Айтады ғой, көпшілік психолог неге керек дейді да. Мен өзім психологияға деп кіріп, сол психологияны үйреніп бастағанымнан кейін түсініп жатырмын да. 2023-тен бастап психология үйреніп бастадым. Честно, бірінші барғаным Мұхаммад апа ядыңызда ма? Ар жақта бір кабинетте сізбен жеке консультацияға барып едім сізге. Содан кейін барып психология не үшін керек? Психология именно хаял адамдағы, вот именно миында блоклар болады. Не жаңалық, кетті бір блок. Вот қашан той, кетті және бір блок. Ол қорқыныштан келіп шығатын затларда, психологияны үйрену, білімді алу, ілімді алу арқылы сол затларды хаял адам қыз бала жібереді. И өмірге қалай ансат, жеңіл, вот көзқараспен қарап бастайды да. Жеңіл дегенде туыр мәністе айтып отырмын енді вот. Ауыр етіп қарамайды. Тұрмысқа шығу қиын, бала туу қиын, либо бизнес құру қиын, ақша табу қиын деген жолмен қарамайды. Ақша табу ансат негізінде. Тұрмысқа шығуым ансат негізінде. Оны егер дұрыс қабылдап білсе хаял адам өзі. Психологияға келіп, шүкір, альхамдулиллах деймін, осы затларды үйрендім. Психологияға келіп, неше мың долларлы қарызымнан құтылдым деп айтсам болады, мен честно. Өзімнің ішіндегі проработкаларымды шешіп, өзімдегі блокларды шешіп, нормальный результатқа келдім деп айта аламын. Бірінші очередте бұл Алла тағаланың маған беріп отырған нематы, маған беріп отырған как бір шоколады подаркасы деп айтсам болады. Қандай жақсы. Ұлы бабамыз Юсуп Хажып айтқанларында дүнияда екі түрлі инсан, хақиқи инсан саналады екен. Бірі үйретуші, ал бірі үйренуші. Әрдайым үйретуден һәм үйренуден шаршама.
Біздің күнделай подкастымыздың мақсаты да сол, сондай психологлар болады, $150, бір сағаты $200. Соларды біз сізге бипул алып ұсынып жатырмыз, қызлар, пайдаланың. Ұсының жақынларыңызға. Психолог, неке, бұл жақта гипоэнергиясы бар, делишаймыз, энергия алсаңыз болады. Ана жақта мысалы блогерстван үйренуге болады, Зилядан супер мама көрдіңіз. Неке бір декретті жұмақламай, екінші декретке өтіп кеткен, ола білген жетіскерлік. Солардың хаммесін жинап, күнделайықты көруге, менімше лайық күнделайық подкасты, бұның хаммесін көруге. Айта берсек, аша берсек, үлкен темалар көп. Әлбетте, қазір айтылған пікірлер, ұсыныстардың өзіңізге керек жерін күнделік бетлеріңізге түртіп қойын. Қызлар, керек жерін. Ал қазір болса, әр біріңізден бір нәрселерді сұрағым келіп тұр. Жаңа жылда және бір көңіл күйпиятымызды көтеру мақсатында өміріңіздегі, именно осы жылдағы деп айтпай қояйын, ең қызықлы уақияны айтып өтсек, спесілікте. Ең қызықлы уақия. Мен ойланып қалдым, қызық уақия болды ма? Сіздерді бір басқаша неге нақылай вазият дейді ғой, сондай вазиятқа түсірген жағдайлар болды ма? Аз мен оны айтып берсем күйема дейтін ше. Аз оқия ядыма түсіп кетсе мен неғып қалам ол. Айтыңда сол айтылмайтын Қолайсыз жағдай ма, қызықлы? Қызықлы. Мен ана пойызы құлаған хит болып кеттім. Мен баяғы томпа уақытымда 2 жыл алдым ба, Ташкенттен қайтып бара жатырып қызлармен. Пойыздан сыртқа ма? Сыртқа ма іште? Ода айгүл жерде отырмайтын Индийский noğulda ғой. Яғана жоғарысы бар ғой кәдімгі. Плацкарт беді пойыз. Ума 2 жыл алдым, почти 2 жыл ма. Ташкенттен келатырмыз, уақытта қатты томпақпан енді. 140 километр. Сөйтіп төменде бір қыз не қылып жатты. Сөйтіп жоғарыда жата алмаймын, аунайтын әдетім бар, давлением бар, қорқаман деді да. Сөйтіп енді мен өз ақкөкірек, өзім ақ жатайын дедім. Авар қыздай жоғарға шықтым. Наяқта подругам қызыққа түсіріп тұрған екен, енді случайно онымен түсір, давай құлайма азыр не еді деп білмеймін өзімді. Деп көтеліп жатырмын, бір басым гүрп етті, астына еледі, қыз бала түргеліп үлгерді, соқтап кететін именно. Сондай қызықлы жағдай болды. Ол қыз айтқанша давлениеден жоғарыдан құлағаным жақсы еді, айгүл үстіне құлағанда тамам болады еді, бірақ жаңағы беспен, сондай қызықлы оқиға болды деп айта жағым ғой, негізі. Қызықлы оқиғалар сіздің үйіңізде көп болған жер енді, квенчика жасағаннан кейін. Мен қызықлы үйде болған жоқ. Сол Ташкентке барған уақытта баратырып, мен кішкентай баламды алып бардым дедім ғой жаңа. Енді баратырған кезде бардық, билетті былай онлайн аламыз ғой. Қайтарсын самолетпен қайым. Метрка шығып барамыз ғой біздер. Баратырсын енді пойызда бардық та, оған метрка сұрамайды ғой. Несін онлайн алдық. Сөйт азандай тұрдық, сөйт азандай ерте еді, самолетіміз Ташкенттеміз. Ташкенттен қайтайын деп өтіп бартып, сәмен балалар бар, қолымда бала бар. Сөйтіп қайтып барсақ, өткермейді ғой ана жерден, не? Ананың несін сұрап тұрды, метркасын. Енді ой жерде қарағанда ол онша күлкілі уақия емес енді, бірақ не? Ана бақа деген нерв болып қалды ана жерде тұрып, не? Не жүрсең деп. Өт алдыңыз ба еплеп, главный? Өтпедік. Самолеттан бақаға билет күйді, мен кәмі күйді, сөйтіп екеуміз қақ қойдық. Сөйтіп қайтарсын. Енді ол қызығы, ол жаңа жылдың қабатына бардық біздер. Не жоқ? Билет жоқ. Билет жоқ. Сөйтіп пойызға еплеп шығып, мен ана жерде состояниеде енді ана өзің кетірғанда өзіңше болып шикарный купеге алып кездіріп келіп, ана бір жерде тығылып кетсаң ғой, айта алмайсаң еш оны, не ана бақаға не тоңқылдап, не сен өзімде де айып та. Сондай қызық андай құлайсыз жағдай болды менде. Өмірімде ең есте қалған жағдай сол. Мен мынандай уақия болды. Енді бұл уақиға неше жылдар болды. Білесіз ғой, хаял адамның өзі жаңағы бір қалеп тұрса, һәм ситуациядан деп шығып кетеді, аңсат шығып кете аламыз, и потом сол затты болдыртамыз бәрібір, коллективпенен, мен подругаларыммен біргелікте, олма коллективпенен біздер неге баратын болды, Бухараға. Күйеуім айтты, барсаң бар, бірақ мен саған пұл бермеймін деді да, енді. Болды деді, ол бесплатный дегенмен де. Негізінде билетіміз платный да, коллективпе сөйтіп, болды бесплатный ол дегенмен. Болды бесплатный ма, яшы онда деген. Кете бер ақша деген. Енді ол платный десе, маған пұл бер деп айтады, сөйтіп қап қояды деп ойлағанда мені да.
сөйтіп мен бесплатно зат бесплатно деп шығып кеткенмін, бірақ өзім төлеп өзім барып келгенмін да. Енді ең қызық жер пластигімде де, ол уақытта пластикті обналичкілеу 20%-пен бір нотпен обналичкіленетін еді ғой, ядыңызда болса, иә. Сол пластигімде тек 50 000 сом пұлым бар да, бұған не, ана билетке беріп қойған, қолымда 50 000 сом пұлым бар. Енді үйден алып шығайын десем, күйеуімде ғой, енді күйеуімнен сұрауымыз керек қой. Ол уақытта енді бізде психолог емеспіз да, жаспыз ол уақытта. Сөйтіп бір уақытлар өтіп, жаңа біздің күйеуім мақтанып отырыпты да Хамиге, мына мұқабатлардың коллективі зор екен, бесплатно апарды дейді. Қақтың бесплатнысы, пәлен сом төледім деп, хау деймін да, өзімді өзім ашып бергенмін да. Ол бірақ уақытлар өтіпті. Енді аз ол оны білмейді, бірақ негізі. Енді біледі. Да, енді біледі, енді кешір мені. Неше жылдардан ол уақиғаға уже 11 жыл болды да, кешір мені соң үшін. Енді айта берсем болады. Негізі сондай. Менде бір қызық жағдай болды. Енді өкінем еліге шекем сол күннен. Ұлым айтатын болсам, праваға оқуға қатты қызықтым да сол уақытлары. Бірақ өмір жолдасым қатты андай строгий адам, яқ бармайсаң, оқымайсаң, әйел адам машина айдауына 100% қарсыман дейді. Бір күн келеді, Нұрсұлтан 2 миллион екен, барайыншы деймін дейді. Бармайсаң дейді. Бір күн келеді, Нұрик 50% скидка отқан екен, енді барайыншы десем, не бармайсаң дейді. Нұрик 10%-ке 3 адам алады екен, мен барайыншы деймін, ондай скидка жоқ, тек өзім жатып жатпын да, барғым келіп жатыр, оқығым келіп жатыр. Ақырғы 10%-ке 2 адам дейді, мен ілінген екен, мен ажырасып қойып едім. Оқиыншы Нұрсұлтан, қара сен 3 миллионлықты мен қазір 300 000-ға ұтып алдым, ваучер деп алдап жатырмын да, оқығым келіп жатыр. Азамды екеуміз сөйлесіп отырмыз. Болды, яқшы дейді, 300 000 оқи жақсы ма? 300 000 оқи жақпан. Болды, оқи қояйықшы деді, яқшы деп оқуға рұқсат берді. Сөйтіп, 3-ші поликлиниканың арқа тарапында біздерде магазин бар еді. Күйеуім 3-ші поликлиниканың турсындағы көшеде тұрған екен. Сөйтіп маған магазин тез документ алып шық деді. Содан жүгіріп светофордан өттім, яғни пешоход тұрып еді. Сөйтіп жүгіріп өттім, қарасам, мен милиция ұстап алды, гаи ұстап алды. сөйтіп кейін планшетпен келіп тұр. Ай, қойып тұршы, кейін неғылама, енді күйеуім күтіп тұр, документ апармасам болмайды. Я хотя бармағым басып кет деді жаңа гайын. Ай, бас, енді бармағым басып өте әкет, күйеуіме документті апарып бермеймін ба? Ол ана пешоходтан өтпеген үшін штраф басып жіберген екен ғой. Өзім сол күні өлейін деп рұқсат сұрадым праваға оқуға, не? Сөйтіп кеште 6-да жұмыстан қайтатын уақытымыз ғой, ертеңнен бастап оқуға барамын деп таярлап жүр қызың мына жақта. Сөйтіп кеште күйеуім звонок келіп тұр. Набира, саған не келіп тұр, мына жақтан маған штраф келіп тұр ғой, екеуміздің телефонымыз жалғанған да. Сөйтіп, ай білмеймін, қой маған емес шығар, миф алжасып кеткен шығар десем, қой миф алжаспайтын шығар, Шамшетова Набира Бахадировна, сен емессің ба дейді. Ала мен десем, мынау не штраф дейді да. Бағана пешоход штраф болған дейді. Ой, оқымай қойды ма? Машинамен жүрсең сен мен косякка қаласың. Содан күйеуім айтады, сен жаяу жүріп мемлекетке пайдаңды түйдіріп штраф төлеп жүрген екенсің дейді. Сен право алсаң, прям стоянкадан шығатын адамсың ғой дейді. Отказ дейді, бесплатно оқыса да отказ оқымайсың мына қылған үшін деп. Правоға оқиын деп тұрған жерімнен сол гайдың кесірінен оқи алмай қалғанмын. Еле кешкен правам жоқ менің. Содан рұқсатнамам күйіп кеткен, оқи алмағанмын, пешоходтан өтпегенім үшін штраф төледік. Сондай қызық болған. 2.700.000 сом өзім қасымнан қосып 300.000 сом екен деп алдап, енді оқиын деп тұрған уақытымда сондай болып қалды. Сол күні және. Сондай пешоходтан өтпең ал. Өтің Жаңа айттым ғой, жығылғаным хит болды, нормально. Сенде қандай? Білмеймін, ядыма келмей жатыр. Отырайық, ойланайын мен, қашан янға түседі. Айт, көп болды ғой, жұмысыңда көп болады, қызлардың арасында көп болады мысалға. Негізінде көп жағдайлар болады ғой. Бірден ядымызға түспейді. Но именно менің мынандай ең жақсысы, менің ең қызықлы оқиғам және біреуін айтып жіберейінші. Мен енді 42 жастамын ғой. Қазақстанға неге кеттік? Жаңағы қыдырып кеттік семейный. Бассейннен құлап, сол бассейннің ішіне олма жаңағы тұншығып қалдым. Әйтеуір сондай бір затлар болды. Күнде диета тұтамын да мен кеште. Исат жемеймін, чия ішіп жатамын, қайнапам айтады, жей берші, чия ішесең дейді, яқшы деймін. Оны ішіп өзімше болып кеткен, бірақ күннен күнге семіремін да мен. Не істеймін? Күнде диета тұтсамын, күнде өлшетемін да өзім. Физкультура істеп келемін, диета істеймін, бірақ негедір одан сайын семіріп баратпын да. Тәресің қате дедім. Ана тәресі қате негізі деп. Сөйтіп мен айттым, қой дедім, енді дедім, болды дедім, мен диетам ұстамаймын, исат ұстамаймын деп уже болды деп тоқтатқан күннің ертесіне мен давлением көтеріліп кетеді да. Қызлар айтады, Мұхат апа, сізде бір басқаша бір қызықлы бір затлар өшіптай дейді да, енді қол астында істейтін қызлар. Не зат болды десем, білмеймін, басқашасы бір көрім қайтпайсыз ба дейді. Көрімсем көрім қайтайын деп көріне барсам, ішінде 3 айлық бала бар екен да.
білмейсіз ба? Соны білмегенмін да. Себебі маған басқаша диагнозлар қойылып еді да уже. Содан кейін мен айтамын да бәрібір адамның мысалы үшін өміріндегі уақиялар ғой, енді бұлар өйттік, енді ойламаған жері не жаңалық демесе де жаңалықтар болып кеткен да. Мысалы үшін көп та ондай уақиялар. Өмір болғаннан кейін кеше жақында менде бір қызық болды. Оны айтсам өлім. Енді жаңағы бақым маған таза телефон әперді. Оны мен неге де қойдым негізінде, историяға да қойдым негізінде. Таза телефон әперді. Бұрынғы телефонымды не қылып жатырмыз ғой, енді таза аккаунт ашып, телефонға өзгертіп сөйтіп жатырмыз. Сөйтіп мен фейк аккаунтым ашылып кетті. Мен оған бағаға Аида деген аккаунт аштым да. Оған бағаға жазамын мен. Типа қыз болып жазамын жаңағы. Сөйт не ойдедім ай. Көрсек анау мынау сіздің фанатыңыз ба деп жаздым енді. Сөйт бірақ сол кезде бақа жазған екен, бірақ мен оны өзіме ұмытып кеткенмін да. Кейіннен ана өзгерткеннен ана аккаунтлар ашылады екен да, таза аккаунтлар. Сөйт болып бақа жазған екен. Егер фанатым болса, суретке түсейік деп жаздым. Сөйтіп бір жерде суретке түсейік анау. Мен суретке түсетін болсаңыз, мен пәлен жерде тойдама келіп, пожалуйста, суретке түсіп кетуіңіз мүмкін, бірақ мен жеке өзіңізбен былай көрісе алмаймын деп жазған да маған, не? Сөйтіп ана жаңағы сөйтіп деп қарап отырып, ау аккаунт ашылған ғой деп үйде жаңағы қасындағы шәкірт баласы ашып жатыр ғой сөйтіп. Аккаунт Аида деген сіз менің аккаунтым емес деп қойма, оны менің аккаунтым ішімнен мен бір түр бар менің аккаунтым емес ол деп қоймын. Түр бермей отырсың. Түр бермей сөйтіп. Қане деп жаңағы, қане деп. Әке өзім көрейін деп. Лажаса удалите жаққанда жаңағы сөйтіп. Деп қой. Вай. Біліп қойды. Мынау менімен жазған. Сен оған түріне, мынау менімен жазған. Ол деген. Главное, мен де айтқанмын. Мен айтып еледе саған абырай берген деген. Сен андай ответ. Мен ойладым дедім да, бақа уже біліп қойдым мен екенмін. Соны телефон не марка көрінеді ғой бір уақытлар неде. Сен мен білдім деп ойладым да, оны білді мені. Маркадан білді, сол кім Диля не ашып отырып. Еще мен дедім, алдын айтқаным ба, жаңа телефон аккаунтыңның несі қандай еді деп ойланып жатыр. Диля сен сохранить ет. Мен ондай затларды білмеймін, телефонның Инстаграм ондай затларын білмеймін. Өзің не қыла берші деді. Сен еще анандай қылып айтасың ғой, есатты білмеймін. Фейк аккаунт ашқансың еще де. Ондай затлар ақылға алса деді. Түрі көз алмай кетті бақадан. Сен фейк аккаунт ашаласаң да, бірақ андай затларды соғысаң, ауыш боласың десің. Жоқ, мен оны өзім ашпадым да қоймай дешін. Сондай қызықлы уақиялар болған, енді жаңа есіме түсіп күлгім келіп отырды да. Енді Бахадраға кім қыз жазса да, Диля шыға. Қойдыңыз көп қыздардың несін не қылдыңыз енді сіз болмай қалды. Сол кезде не ана дайректі менен келіншектер жазады. Ондай аккаунтлар барлар біргеміз деп көпшілік ашқанда, значит, ондай аккаунтларды не жағдай қылып маған не. Менің аккаунтымнан ашып көріп қойды. Мен баламның аккаунты деп не қылдым деген затларды не. Мен ойыма келді, сол идеямен де істеп көрейін. Енді өтпейді арасы. Осы сан шығама дегенше үлгеріп қаласаң ал. 3 күн уақытың бар сенің. Бір қызық болған менде не. Мен өзім қаттандай бір қатты ақкөкірек дейма, сондай адаммын да, негізіне көп панчимен сондайлығымда, бірақ еле бұл басым тасқа дейсің де өзіме келмеймін ғой. Сол бір күн жұмыста отырмыз, мен алдын жұмыста күйеуіммен біргелікте жұмыс істейтін ек қой, сөйтіп басылығымыз қасымыздағы магазиннен орамал көріп келген ғой, магазинге кабинетке алып келейін, үстіме қарап көрейін, қайсысы түссе аламан деген ғой. Сөйтіп келген, сайлаған, біреуін алған, қалған екеуін маған Навера бананына Рая апаң магазиніне апарып беріп қайт деп беріп жібермей ма? Мен өзімше жаңағы поздравление жоқ, есет демей өзіне өзі беріп жіберді. Қой, мен ана Рая апаны қуантайын деп өзінің магазиндегі орамал екен білмеймін ғой. Мен есеттен қалам жоқ, барып Рая апа наны жақсы күніне тақсын деп отырыпты. Жаңа жылға аз болса да көп көрсін деп отырыпты. Мына орамал сізге Сәуле апа беріп жіберді деп апарып берген.
довольно ол ойланып қалған мына өзімнің магазинге барып тағып көремін деп алып кеткен орамалда мен еще оны Сәулепа сізге подаркаға беріп жіберді деп өзімнен тоқып қосып сөйтіп апарып бергенмін да қазір сол жақсылық істеген кейін жақсылық істеймін кейін мен енді құр орамал апарып бермей қасына бір екі сөз қосайын дегендегі түрім ғой менің өзінің затының өзіне мақтап сылтап апарып бергенмін сол уақытта бала кішкентай емес бірақ ол кезде сол ядыма түссе күлгім келе береді елес апарып бер деген зат тыныш апарып берсем болады деймін да қасына гап қоспай да оқалар көп сөйтіп ақырында айта ғой жаңағы енді болады енді болады деп не кетіп бара жатыр айтып кетемін десеңші ядыма түссе метриканы ұмытпа главный метриканы деп не фейк аккаунт ашсаңа байла ашылып кетті жарысқа кетіп бара жатқан кезде ұмытып кеткенбіз и так оны көркем гимнастикамен шұғылданғанмын ғой енді мен біздер har жылы қыста біздер гимнастрада деген Өзбекстан чемпионаты болатын еді танцы бойынша именно сестренкам екеуміз ерте тұрып алып паспорт хамбезатларды таярлап қойып чемоданларды таярлап қойып азанда ерте тұрып тек кететін уақытымызды күтіп отырыппыз да біздер болған мамаям төменде біздерге ауқат пісіріп беріп жатыр да пойызда жіберу үшін біздер не сөйтіп тренеріміз звондайды қай жақтасыз дейді да үйде отырмыз дейміз да біздер пойыздамыз біздер тез келің дейді біздер кетеміз біздер вокзалға барамыз дегенше пойыз уже жүріп кетеді жоқ біздер қалып қойдық жарыстан бірақ основной рөлде біздер да кейін қалай ізінен бардыңыз ба маршрумен ұштық прям Төрткөлге дейін сөйтіп ар жағынан мініп кеттік Ташкентке и Москвада самолеттан қалып қойғанбыз ой нормально жерлерден қалып қойыпсаң өмірде қалып қойма деп өзімше андай бір сотларды мотивация беріп уақыт алжасып кеттік біздер просто сондай оқиғалар болған кеуіл кипиятымызды және де көтеру мақсатында ажайып ойлар таярладым. Қазір Гозалар менен біргелікте ойнаймыз. Демек бізде бірінші ойын натура музыка. Музыкаларды қазір тыңлаймыз. Қайсы музыка, қайсы қосық айтамыз. Очко жинаймыз. Демек бізде бірінші ойын натура музыка. Бара алмадым. Болады ғой, аңсатын бере берсін, дұрыс. Қосыламын балаларға. Қараң, енді ойынымыздың шарты бар. Турысын тауып болғаннан кейін, сол қосықты біргелікте аз ғана болса айтып кету. Ойым Дилаш айтамын. Мен таудым ба деймін ба? Бара алмадым қасыңа, бара алмадым, сүйе алмадым жүзіңнен. Не бере бер? Айта берейікші. Не еді? тоя алмадым. Молодец. Дұрыс. Екінші музыкамыз. Ислам Мұратбаев. Ауа. Болды. Сол қыз нанай дейтін ба? Ислам Мұратбаев. Көзіме көрінді белгілі бір жаным. Қайки, онда дұрыс вариантты тыңлап көреміз. Көзіме көрінді белгілі бір жаным. Бір жанан қосығы. Демек бізде кейінгі қосық. Ақша табажақ, машина табажақ. Дұрыс. Бап. Бәріміз айтайық па? Давай, хамин тұр айтауы. Вариантты естейік, Қанеке. Жоқ демеген асықпа бірақ Ақша табажақ. көрейін ойлап. Жоқ. Сол емес па? Френчері. Дұрыс. Табажақ, машиналажақ, зәулім жай салажақ. Пип, сол гитарист, алмай ізімнен кеулімді алажақ. Ұл табажақ, машиналажақ, зәулім жай салажақ. Сол гитарист, жоқ алмай ізімнен кеулімді алажақ. Жоқ демеген асықпа бірақ
бізде кейінгі музыка. Айгүл қайсы қосық еді? Ой, дым түсініксіз болып қалды. Және бір мәрте естейік. Бір мәрте естейік. Аз ғана подсказка беріп кетейін. Қазақ елінің хитменлері тарапынан атқарылған қосық. Қайрат Нұртас ба? Және бір мен айтып дейсің. Алишер деп па? Және бір естейік, таба алмасақ, оригиналын естеміз. Қоя ғой. Райым Артур. Райым Артур. Қайсы қосы? Ой, ұмытып қалдым ғой. Қандай де? Әлбетте дұрыс. бір зат дейтін ғой. Райым Артур қосығы оригинал вариантын естеміз. Вай. Айгүл молодец деп қосығы. Молодец. Шетелдің қосығы да ойлатпыз ғой біздер. Кейінгісі ал. Кейінгі. Ілхам Жолдасбаев. Қайсы қосығы? Ақ көйлек кір жаған. Естіп көрейік қанекей? Өзіңсіз тар Дүниялар, өзіңсіз яуры қиналар. дәртімді айтсам Дүниялар. Яға ол емес қо. Басқа қосық екен. Бірінші мұхаббаты бұл. Бірінші мұхаббат. Бірақ Ілхам Жолдасбаев деп дұрыс тапты. Демек, ең ақырғы қосығымыз. Хамдам Сабиров. Хамдам Сабиров. Хамдам емес па? Хамдам. Ала. Қайсы қосық? Хамдам. Хамдам Сабиров болады. Қайсы қосық? Бірақ қайсы осы? Деген емес пе? Нешеттіс дейді ба? Білмеймін, өзен сауын. Хамдам Сабиров екен білдік, Көзмін бірақ... жағым аны сол ма? Шахали болып кеткен. Да, сол. Соғыс ба? Мен атын не айта алмаймын. Сол ма? Шахарлик болып кетті деген қайсы қосық еді өзі? Соғыс қой. Көп түйгін. Ойбай, юлдысым алма екен ғой. Диля сен айтқан қосығы қосыл. Ана не? Ана шахарли болып кетті деген екеуміз бір қосты айттыңыз негізі. Деген жер бар екен білемей. Оригиналын естіп көрейік. Шахарлик болып Грано. дұрыс қой, сондай жері бар еді. Әлбетте көзал қызларымыздың слух тарапынан де жүда жақсы екен. Демек бізде кейінгі ойын мен кім мен деп аталады. Сен перейсің. Мына нәрселерді басымызға тағамыз. Хам карточкалерді қыстырамыз. Соң сіз қасыңыздағы инсаларға сұрау бересіз. Мен кім мен? Жейтін затпан ба, яки кәсіппен бе деген сияқты. Хамеміз тағып алайық онда. 4 дана екен, 4 инсан ойнайды. Мен сұрайын ба не Зілешпа Айгүлден сұрайды да. 2 сұрау бере аласыз. Мен кіммен, и немен. Немен емес. Дұрыс. 2 сұрамай, қалегенше сұрауға бола ма? Қалегенше. Бірақ 2 мәрте Сұрайсыз. Мен жаны бар затпан ба? Жаны бар жоқ, жаны жоқ. Ар жақылма сұрай берің, сонда ғана шығат анау ашылады да. Сіз мені жұлып алуыңыз керек сол затты. Яқшы. Не, жейтін затпан ба? Яқ, жейтін емес. Үйге керек зат па?
үйге болады енді бала шаға еркек адамдар деп кітай ашып жібере беретін әдетім бар мен мынау ғой деп айтсайшы. основной еркек адамдар не қояйын болды Еркек адамдарға ма? ашып па қояйын ар жағын Шұлық па? айтқанда мен шұлықты менде қыздар уақыт әкеледі бар, ғой. қараң, не бар, құм сағат бар. Менде құм сағат бар. Осы құм тәуселмен дегенше сіз сұрау беруге хақлысыз. Вай. уақытпен ойналатын зат та негізі бұл Кетті. сіз арқайын отырсаңыз Сондай ма? Не қылдым мен? шұлық дедің шұлық кәмеге еді ол тек еркектеріміз Еркек адамдарға тән зат па? аха еркектер жігітлер балалар Не ма? Аз қалды. не ма не еді уақыт таусылды ма айтайын ба енді айтың Айтпайсың. айтпай ма не Кейінгі айланында Айланады. Аха. айтпайды. Айланып келмейміз ба? Туфли ма? Уақыт Уақыт Мужский болды, туфли. Айгүл. Делишаны болды. сұрайсыз. Демек, уақыт кетті. мен өзімдікін сұрауым керек иә иә Ауа. сондай ғой жейтін затпан ба жемейтін ба жейтін затпан иә холодильниктің ішінде тұра ма не қапталарында ма астында мен көрмедім өз бұл ойынды бұрыннан ойнаймын сондай хейтермін да мен не банан помидор көш ашитын зат па ашымайтын ба сүт па ашымайтын ба основной ауқатқа пайдаланымыз ба иә жаңағыдай дастұрханға қоюға ма ашымайтын иә ашымайтын не бар еді холодильниктің ішіне кіріп кеттім ғой мен қой тұр уақыт қандай уақыт нормально ма еді Уақыт нормально. ойбай жейтін зат пряник пирог Ақыласа тұрсаң. кекс печенье Мазалы зат ама. шоколад конфет болды Конфетка. енді сен ана жақтан иә Так. Жанды бар заттан ба? ауа Сөйлей аламын ба? иә Хайуанмын ба? ауа хайуансың Жабайы хайуан. Үлкенмен ба? ауа Шақаларым бар ма? шақаларың ба шақаң шили шаха емес енді Енді. ұқсайды ұқсайды бір затлар бар соған ұқсайды. Қызылман ба? Серыйман ба? серыйсың Мұрным ұзын ба? ұзын Піл ма? ауа сен зор табасың ғой Не зат екен айдың қалады білгім келіп тұрды ғой. жаны бар жаны жоқ Жаны жоқ. жаны жоқ күнделікті пайдаланамыз ба Конечно. күнделікті пайдаланамыз в основном қай жақта пайдаланамыз Душта. душта сабын ба Душтан шыққаннан кейін. сүлгі ма Яқ. гель ма Яқ. душтан кейін Біздер көп фен пайдаланамыз. вот молодец Еш болсын сұраң. Набир ашпада. Не сұраймын енді? Не өдеп едім мен жәкіте ба? ашық не қылып кеттім ғой еркек адамдар ер жігіттер балалар пайдаланады Кие ма үстіне? Кимейді. Сен домалақсың деп айтты. Сондай ма? Шапка ма? Не, тақия ма? бақаға бір жақларға кетеді соғыларда жақпайды сізге ал сөйтіп ақ айта қояйын Өз барам екен бағаған фигурасының оған баратынға ұқсап тұрған иә жоқ. барып тұрады Барып тұрады ма? квенчиктермен Велик па? Солармен барып тұратын зат Болды та? ашпа. уақыт болды Қоя қойшы. енді мен иә хайуанман ба адамман ба жаны бар или жаны жоқ Жаны бар. жаны бар кәсіптің иесі ма или хайуанатқа кіре ма алмастыру керек кәсіп иесі ма кәсіп иесі мысалға еркек адамдар ма или хаял адамдар ма еркек адамдар ма екеуі де иә доктор Иә. тағы не сантехник дейсің дым байланыс жоқ ой тұр кәсіп повар қай уақытта қандай жұмыста істейді Азында емсейді, түнде емсейді. азандайым түнде істейді ма хаял адамым еркек адамым істейді иә сонда не екен ол қандай жұмыстар бар еді ұмытып қалдым айтам дележа кітай бір ашса бір сылады Сұра бер. мені правасыз қалдырды деп поддержка берейін ма гай гай ма үлгердім Жаны бар, жаны жоқ. жаны жоқ
жаны жоқ. Үйде керекті зат па? енді һәм жерде керек тек үйде емес. Мен қолданамын ба ол затты? Наверное һәме қолданады ғой енді оны. И әйелдерде, и еркек. Да, без разницы. ойнайтын һәме зат қолданады. па топ па сол сәт маған бір үлкендеу болып тұр. қызық емес осы басында Жаңылша бақағанмен сөйлестіңіз ғой видеодан. Құдайлығы Да. көргем жоқ. Деп болды ғой. Иә, көрген иә. зара бізге өзі. һәменің жұмысында бар. Менен кейін Кітап па? ашу керек Иә. басқасын. Тетрадь па? Нет, Предмет па? предмет это. Ручка? Нет. Предмет болады. уақыт болды Уақыт болды. ажырапа кеттік Сіз не Не потом. өзі 3 айланым ойнайтын едік Так, жаны бар, жаны жоқ, және бір сұрау. жан жоқ. Жаны жоқ. Көпілі кім пайдаланады? Ой, һәмеміз жақсы көреміз. Һәмем жақсы көреміз. Дилиша пайдаланбайды, жақсы көрмейтін шығар. Неге? Жақсы көремін. Точно? Так, не қыламыз соны жейміз ба, я мысалы пайдаланып жүреміз ба? Жейміз. Жейміз. Мазалы зат па? Прям мазалы ғой енді. Торт? Жоқ. Шоколад? Не зат онда? Қымбат зат қой, қымбат. Қымбатырақ. Қазір Дилишаға берсең, бірақ жейін деп тұр. Честно, құсы тұрсында берсең, точно жейді. Не зат қымбатырақ болғанда, не зат бар қымбат? Қарпақсында ең қымбат продукты не зат өзі? Қайдам, әмесі бірден. Қымбат продукты не зат сонда? Торт, мороженое? В основном рестораны. Күнделікті пайдаланамыз. Күнделікті пайдаланамыз. Хотя бы күнде бір рет жейміз. Бір рет жейміз. Уақыт. Шекер, қан. уақыт болды кеттік На енді біліп қойды ғой Айтып қойды. Оны бұрылау зертледім деймін. Мені алжастырып ойнайтын зат па деген мен деймін ау. ал жіберейік жаны бар зат ба Жаны жоқ. көбінше кім пайдаланады әйелдер еркектер Основной әйел адамдар жақсы көреді ғой. жейтін зат па Жейтін зат. не овощқа кіре ме я мазалы затларға кіре ме Мазалы затларға кіреді, овощ емес. мазалы затларға кіреді қағазға оралатын зат па я оралмайтын зат па орала ма Оралады. шоколад па Дұрыс. жаңа анадай стажым артып Мен ба енді? Жаны бар или жаны жоқ? Жаны жоқ. Жаны жоқ. Нема хайуан ба дей жақпан ғой. Кәсіп иесі, иә? Ол жаны бар ғой айтқандай. Үйде пайдаланатын зат па? Или жұмыс орында ма, оқуда ма? Еркек адамдар пайдаланатын ба, мысалға? Шомылғанда пайдаланатын ба? Біреуіне берсең, Уақыт жоқ қой, қайсына не қылам? үйден пайдалануға болады, жұмыста пайдалануға болады. Бумага, Яға? салфетка, платошка. Не зат бар? основной Основной еркек адамдар ма? Еркек адамдар, иә? Основной. Қыздарға онша керек емес, иә, ол зат. Қызларым кішкентайым пайдаланады. болады ай соны не қылам үйде пайдаланатын дегенге айтып отырмын да енді Бритва ма? үлкен Ана айланып кеп айта берді. Бағана кім айтып еді? Уақыт бар ма? Жоқ. уақыт жоқ Қосылды ма? Сыр болып қалды. Көп кнопкалерің бар ма? Бар. Клавиатура бар. Ауа. Дұрыс. Мені қақтан біліп отырмын мынау. Кеңе адыма түсті да, жұмыс орнында пайдалануға болады Жұмыс орнында. Так, ішеміз ба, жейміз ба? Жейміз ғой. Өзі не зат екен, қымбат? Ойланып қараң, продукты аласыз ба үйіңізге негізі? Ауа. Не зат қымбат? Не Мен зат лишний қымбат? өзіме үшін қымбат. Бірінші өтіністі. Өш. Дұрыс, үлгерді. Менің мазалы дегенге андай өтіп сладостьқа кетіп отырды мен ойым. Біреуін алып тастауыңыз керек еді сіз. Қиынлау біреу қояш ба? Көпілеу айлансын уақыт. Так, ашпасың өзгерттік өзгертпесік Опа. ойбай. методын иә Ал мен сөйлеймен ба? Сұрау бересіз. Жаны бар, жаны жоқ. Жан жоқ. Қай жерде пайдаланамыз? Жеуге пайдаланамыз. Және жеуге пайдаланамыз ба? Ауқатлық зат па, ямса күнделікті мынандай етіп чаймен ішетін зат па? Чаймен ішпейміз. Просто жейміз. Просто жейміз. Фрукты. Овощ. Салатқа салса да болады, и былай жесе де болады. Қандай цвет?
Зеленый цвет па? Сырты зеленый, іші желтый. Айтпайсыз, сіз алаяқ дейсіз. Зеленый цвет па? Сырты. Это овощ па, значит. Нема? Брокколи ма? Яқ анау нема? Не да, анау заттың аты? Ала сол деймін ба? Авокадо ма? Яқ. Ашпа болды уақыт. Жаны бар ма? Жан жоқ. Жейтін зат па? Жейтін зат. Не біле, жейтін зат жерде аш болып тұрыпсыз өзі. Жейтін зат күнде дастарханға қойыла ма? Қойылады о, почти. Шеніне де. Қазір бірақ қымбатлау. Қыста қымбатлайды, басқа уақыт бәрі қадымдай мұт қой. Сондай ма? Меуе ма? Меуе. Овощ. Меуе емес, овощи. Овощ па? Помидор ма? Иә. Қияр ма? Қияр дұрыс. Мә, менгі ма енді. Уақыт нормально ғой, жаңа ғой еле сол. Үйде Өзгертірмеймешен ба? А? Давай яқшы берейік. үйде жұмыста пайдаланады дедің, еркек адамлар, не болады екен ай? Не пайдаланады еркектер? Бір кәсіпке байланысты пайдаланады. Бір кәсіпке? Хәмме пайдалана бермейді да енді оны. Білген біледі да оны. Көбінесе ауыл қожалығы затларында пайдаланады. Сантехник. Яқ, ондай емес. Уже почти Ауыл қожалық? Білмедім. Құрылыс не ма? Мә. Бел. Балта. Жерден езетпей жүреді. Етік, су етік. Жерден езетпей жүреді. Машин. Қандай машин? Трактор ма? Біреуін алып тек біреуін. Енді Делиша. Ма? Делиша ма? Неше болды? Осы айланумен жұмақлаймыз, құда қаласа. Жанды бар, жанды бар. Жаны бар. Ой, жаны бар. Адам, хайуан. Хайуан. Және ма? Ауа. Пышық па? Яқ. Тигр. Нет. Ит. Яқ. Змея. Нет. Қайсы бір Неман ба? Жауызбан ба или мягкий? Нет. Не жауызсың, жауыз емессің. Бірақ бәрібір не қылады, сенен қашады. Сенен қашады бәрібір соны. Лев па? Нет. Ты не сильный. И не сильный. И не страшный, но боятся тебя. И бухай. Көрші пәлей ма? Нет. Уақыт енді бар. Что может быть? Уақыт болды. Тышқан ба? Яғау. Уақыт болды. Уақыт болды енсіз. Мен ба? Жаны бар, жаны жоқ. Ой, жаны жоқ. Баяғанағы жейтін зат қой. Бағана елейтін зат болып отырған ба? Нема, қауым ба? Онда не зат? Не дедің? Сезоновый бірақ. Сезонный. Не дедің? Жамбылша ма? Не зат дедің? Қандай затты пайдаланамыз деп едік? Салатқа да пайдаланамыз, и былайынша жейміз дедің, бірақ сезонный шығады, ол не зат болуы мүмкін қазіргі. Консервісі постоянно болады, но өзі свежий. Мәкке ма? Дұрыс. Немен? Жаны бар ма? Жаны жоқ. Жаны жоқ. Хайуан ба? Иә, хайуан емес. Жаны жоқ, в общем. Жейтін зат ба? Күнделікте пайдаланамыз ба? Хәмме пайдаланады. Енді сіз білмен. Киетін зат ба? Яқ, киетін емес. Жаны бар, жаны жоқ деп Сұрады ма? Инструмент па деп Инструмент пе? Инструментке кірмейді ол? Яқ. Яқ, ол кірмейді. Инструментке кірмей ма? Не ма? Тазалайтын затларға кіре ма? Яқ, хәмме күнделікті пайдаланады негізі. Халыққа да керекті зат. Халық основнан пайдаланады. Халық основнан пайдаланады дейді. Өзің сонша не қылай бермейсіз. Алдылары сол. Аллары не қанша Пайдаланғансыз. Мен елегедем не қыламын бірақ. Мен не қылып тұраман да оған, ара тұра. Сіз не қылмайсыз онша. Мен өзіме ұнайды. Не қылғанда не қылған қалай ол? Пайдаланып тұраман. Пайдаланып тұрасың ба сонда? Күнде үйде болатын зат па? Теледа пайдаланады негізі. Тез-тезден пайдаланады. Ол постоянно не қылмайды ғой. Сондай ма? Өзі не қылады, постоянно Өзі көбінесе. Менде ұлыма сұрау кетіп жатыр. Не қылады екен мына? Теле базарда көпшілік базар алаған жақсы көреді, не қылады ол обязательно. Подсказка кетті. Базарға пайдаланамын ба? Көбінше. Айтып қой дедім ғой.
Har bir адамға керек та ол. Сумка ма? Яқ. Ол болмаса жүре Ақша ма? бересің. Ол болмаса шаршайсың, жүресің. Машин ба? Базары ба? Машин ба? Қандай машина? Дамас па? Иә. Газель ма? Иә. Аптуз ба? Беріліп отырды не? Үй хайуаны, сырт хайуан. Қандай? Оны болды ғой, тауды ғой. Я таумадың ба сен? Мына өзгерттің ба? Я таумадым. Сен өзгерттің Айгүл сұрап мен Мен сұратпан ғой. анау сөйлеп жатқан. Үй хайуаны. Жаның жоқ? Жаным жоқ па? Үйде пайдаланатын зат па? Жаным бар. Үйде пайдаланатын зат па? Көбінесе хаял адамдар ма или еркек адамдар? Хаме пайдаланады. Хаме пайдаланады, иә? Кішкентай балалар онша емес бірақ. Кішкентай балалар онша емес. Жейтін зат емес, иә? Пайдаланатын зат. Сүлгі, утюжок, фен. Яқ. Ваннада тұра ма, кухняда ма? Үйде тұрады. Айтып қойын дедім ғой. Үйдің қай жерінде тұрады? Қай жерге апарсаң сол жерде тұрады. Қай жерге апарсаң сол жерде тұрады Рустам. Қасыңда жүре алады. Жүре алмайды? Жүре алады. Қасында алып жүруіңе болады. Не екен? Үйде пайдаланатын. Үйден пайдаланса, жұмыстан пайдалансаң, любой кафешке барған кезде пайдаланасың. Салфетка, Яқ. бумага. Яқ. Қасыма Бумага деймін. Зыт екен ай. Еледе бір стат не алай? Осылда уақыт. Уақытында сізді айтқанда. болды. Сіздерге аузымда шаман. Давай. Так. Арықпан ба, томпақпан ба? Томпақсың. Сұлуман ба, сұлумеспен ба? Сұлусың ғой. Мадагаскарда ойнадың ба, Ойнадым ғой. Мотолололо. Глория. Точно. Бегемот. Неде бір айна-пайна жоқ па? Көзінен қарап отырған шығар. Басынан келісіп алуымыз керек екен, Делиша бірімізге әстен айтайып, иә? Болады. Мынау не екен ай? Көре берейік па уже кейінгі айланың Тамам, тағына? сен логически кетеді екен да, ізінен қарай, иә? Ой, Логика құдай, жақсы бір ноутбук кеткен екен ғой. Болды ма? Аяқ бар енді. Айтың ал. Так, жаны бар, жаны жоқ. 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 Жейміз, жемейміз. Жейміз. Жейміз. Және жейтін зат па? Кухняда пайдаланамыз па? Кухняда тұрады. Кухняда тұра ма? Көплеу незір ауқатқа пайдаланамыз ба? Былайынша ма? Былайынша. Балалар жақсы көре ма? Иә, балалар пайдаланбай ма онша? 50 на 50. Аха. Витаминге бай ма, ямыза? Бай. Витаминге бай. Овощи или фрукты? Екеуіне де кірмейді. Екеуіне кірмейді. Сары цвет па? Яқ. Қандай цвет десем болады ма? Сары цвет емес болса, кухняда. Ана Овощи или сөйлесіп фрукты отыру уақыт не емес. болды? Анау ма мынау ма деп не? Қаяқтан келеді деп па? Шығуын айтып кетінші, шығуын айтып. Кірмейді екен. Екеуіне де кірмейді. Продукция. Аха, ол ауқатқа салына ма? Уақыт болды. Салынбай ма? Болды уақыт. Иә, онда не Тасыл екен? играмыз. Көргенде аңсат, бірақ Да. қиын, иә? Демек бізде кейінгі ойынымыз пантомима деп аталады. Бұл жерде қосықшылары бар, соны сөзсіз тек қана харекетлерменен мим арқылы жеткереміз, ал қалғалар болса тауамыз. Демек, har біріңізге бір данадан қосық беріп шығамын. Сіз соны көрсетпеуіңіз керек. Бірақ кейін мимика арқылы көрсетеміз. Бірінші Ажапа бастайды, Дилияшпа, қалғалар тауамыз. Қағаздарымыз шетке қоямыз, көрсетеміз. Сөйлейміз ба? Сөйлемейміз. Тек қана харекетлерменен. Общийға көрсетіледі, иә? Общийға көрсетіледі. Тек қана харекетпен сіздер айтасыз. Қайсы адамның қандай қосық екенін айту керек па? Қосықты да айту керек. Күліп жатыр. Аха, мас болып жатыр. Қуанып жатыр. Мәст әйелі дейін. Қарапақша қосық. Қарапақша, иә? Бұрынғы қосық па? Я қазіргі эстрада ма? Бұрынғыны Қазір қазір келген варианты Ма? ба? Иә, алдыңғылау ма? Бұрын Бізде шыққан Мираның бірақ қосығы ма? хит та ол. Күлкің сенің қандай жағым емес па? Қане қайттан елі де көрсетің. Көріп алай қызлар. Айтпаймыз.
ана жер туған жер дей ма неме дейді туған жер ақында айтып жатсам диресе қазір сонда туған жерге Хәммеміз екіқабатпыз деймін. Туылған жеріміз. Әлбетте бұл біріншісі еді, енді кірісіп жатырмыз. Қазір қызлар ашылады. Демек, екінші. Ыңғылдамаймыз. Калинка, малинка, моя деген ба? Қарапақша ма? Қарапақша ма? Қарапақша. Мене хәлмесін орысша ма? Калинка ма деп. Нема? Аружандікі сары көйлек. Сап-сары көйлек. Яқ, сен тоқтап тұр. Деген. Бала айтады ма? Парахат Жолдасбаев. Аха. Не? Анау не? Ақ көйлек, кір жағы. Молодец. Ал Делиша сен. Айт сен. Уанында сүйдірдім. Шайып көйлегін көргенде хайрана қалдырдым. На, все. Сені көріп. Рахмет, демек түсіндірді бе? кеңсі. Мен көріп алайыншы. Бір бетке қарап күлсе қолайсыз болады екен. Қарапақша ма? түсіндіру оңай Эстрада ма қазіргі хит? Короче, сондай да. Кеттік. Кеттік. Артқа қайттық. Аха. легенда ма Дежимиран ба қуат әметов па Мимикасын көрсет. Көріп алайық кішкене. Давай. Айдылар. Іздеп жатыр. Айдылар. Естіп сені үйден шықтым далаға. Әсте келдім теңіз бойын жағалап. Яр көрінбес алысларға қарасам. Рахмет. Сада тынбай ұшар шағала. Яр көрінбес алысларға қарасам. Айдылар деп. Ал енді Айтыңа, Мұхат апа. Ай, мен авансатын бергенсіз ғой. Шатақ па? Бұлай өте шошаң. Ораман. Учпа тіряптым зүрәлі, бірі-бірі шірәлі. Қарапақша ма? Я? Өзбекше ма? Өзбекше. Нан япкендан, менің айым. Нан япкендан, Менің айым. Нан япкендан, менің айым. Болмай басқа бар. Менің айым. Сіз кеттік ба? Набираж ба? Тайырланың ал. Хит қосың. Дейді, қараң ал. Көз көреді. қарағанда Яқ. ашуланған Қарасыларың басқаша. қарағанда хайран қалдың ба Көрдім қалдым қайрана. Көрдімнен айара. Со. Әлгі масқара қосып білеткенсің. Құла соғыз. Кеңсі уақыттан ұтайық. Болды, осы айланы мен ұнда қалесе. Маған қағаз берді, бірақ бәрі ағасы. Айтың айтпа. Ой.
Сіз Жүрегіңнің есігін ашпа сол мені. Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын, аш. Бірдеңе. Аха, кеңсі Айгүл. мен ойланып қалдым ғой. шаршадым да өліп қал Не, ауырып жатпадым, ойбай. Қаны мені романша, бірақ болсаң кім еді соған ұқсап тұрсың? Ой, қай қапақсама өзбекше. Sevinç İsmailovanың қосығы емес па? Қай түсіндірейін енді берейін. Ақша көрсетіп отқан. Дұрыс кетірсің. ауырып тұрпан Хаста болма жаным, Мен білмін, адам боламын. Шу. Оldun olma işan. Зорға деп көрсетіп отқан. Хаста болма жаным, адам. Өліп қаламын дұрыс айттыңыз. Ал, Делиша. Қара. Аспандағы айға қол. Жұлдызлардың ай бар. Ай, жұлдызлардың ішінде бірдеңе деген бар шығар. Айгүл, айтшы қаған сен. ай Өзіңді айға қараймын Аха. Өзіңді сол Айгүл, айтшысын соны сол дұрыс. іздей берем айға Қарап. Ауа сол. қазақша ма Өзіңді Не айтып іздеймін айға қарап деген. Айға қарап. Яға қош бір қайтадан айға қарап деп. Сағынамын. Өзі сол, енді дұрыс келді. Садрадиннің қосы. Ағзам рахмет. Мынау қойып қойды, содан ұрладым. Айға қарап деген Садрадиннің қосы емес пе? Садрадин ғой. Музыкасын 24 жет ойлап, на. Сол. Ал Мұхат апа сіз. Мен ба? Жоқ па? Музыка жоқ па? Так. Сон күтіп отыр. қойсын қандай ғой мен маған еле сұрау болып тұр айға қарап деген жеріне сен неғып қалдың бұған Тек сол жерін естіп тұрмын, басқа жерін түсінбей тұрмын. ойлай берем Ойлай берем. Аха, Мұхат апа. Так, менікі. Болды, Ағзам рахмет. Шоқ қосып па? Әне барша қызлар Дұрыс. Шахзаданың қосы. Дұрыстаудың. Ал енді менікі әзір хит қосып тойларда. Хит екен ашпас. Балай өте шошаң. қоямын дейді бұзақ қоймасаң қоямын Аз айтып берем, оқып беремін сізге. Жігіт болсаң, ғариптен өте алмасаң, қоя дейді екен. қоя қоймын Соғысы Аружандікі. Ажайып хам зауқлы ойын үшін өзімнің де хам қасымдағы осындай гүллердің, гозалардың да кеуілін біргелікте бір-біріміздің көтере алған болсақ, біз бұндан қуанышымыз әлбетте соныңменен қатар сіздерге қандай да бір инсайтлар жүзіңізге күлкі бақшылай алған болсақ, біз бұндан қуанышлымыз. Ал қазір болса, және бір тапсырмам бар, және сауған бар қызларға. Қазір тапсырсам, хам өздері тауса. Таудында ең қатты үлкен сауға емес, кішігірім, бірақ өзім кеуілімнен шыққан. Қазір хам мен бір шеттен өзің қандай гүлге мегзейді. Соны айтып өтеміз, хам ұсы гүлдерді ашамыз. Мархамат. ашпай тұрайын ба Ашпай тұрың. Өзіңіз қандай гүлге ұқсатасыз кейін, енді мен бірақ айтып сайлай алман, өзім қалегенше сайладым. Мен қарап отырғым. Көрмең ай. Мен өзімді мынандай гүлге ұқсатаман деп ашып жіберіп берсек болады. Өз-өзімізге сауғамызды өзіміз ашамыз. мен өзімді мақтанып айтайын ба нилюфар гүліне ұқсатамын енді суда да мощный болып ашылып тұрады ғой нилюфар гүл сол гүлге тең емен енді Вау, қане көрейік қазір қандай гүл шығады екен ажапаға. Сондай тренд бар еді ғой, иә? Қандай? Ақ роза гүл ма? роза гүл
Розагүл екен. Айгүл. Мен ба? Үстімдегі киім қызыл, основной азыр көп жерлерге қызыл роза гүл апарылады ғой негізі. Өзіме роза гүл ұнайды, бірақ дым гүлге қызықпаймын. Өзіме сол ашылып, мощный болып, пісіп тұрған роза гүл ұнайды негізі. Роза гүл. Рахмет. Мен өзім ақ атыргүлді жақсы көремін. На самом деле пионерді жақсы көремін. Мен өзімнің өмірлік жолдасым. Көп бірінші подарить еткені розовый роза, белый аралас. Сондай гүл подарить еткен біріншісі. И потом уже көп ақ гүл подарить етіп бастады да, оның мәнісін екен десем, шын махаббатты и ты единственная деген мәністі білдіреді екен, оказывается, и пак махаббат деген затты білдіреді екен да. Содан кейін ақ розаны қатты жақсы көріп қалдым. Но мына букеттің ішіндегі гүл менің өмірлік жолдасымның ең бірінші подарить еткен гүлі. Мен соны білдім ғой, Делеш. Мен білдім ғой соны. Содан кейін алдым. Да. Мен өзімді лала гүлдерге ұқсатамын. Сіз білесіздер, лала гүлдер бұл ұлым айтқанда көп болып жайылып өседі, бір өзі өспейді. Ол көп болып өскен уақытта и мен айта аламын, ашылған уақытта мен көзіне қуаныш бере алатындай дәрежеде. Әне соның үшін өзімді лала гүлдерге ұқсатамын. Қане көрейік. Ашылмайман дейді ғой, перизат. Сөйтіп правил. Вау! Қандай гүл? Өзіме білмеймін, қандай деп отыр. Вот, хризантемы. Көп екен как раз. Да. Ажапа, сіз? Менің өзімнің ең жақсы көретін гүлім бұл ромашка. Ромашка ондай көзге қаттыға түспейді, бірақ гүлдердің ішінде егер ромашка тұрса басқаша болып көзге түседі. Және оның ең жақсы жері ол тек қана гүл емес, дәртке дауа да болып есептелінеді. Чай қылып ішсе болады, ұлма лечебный. Соның үшін өзім қатты ромашканы жақсы көремін. И менің букетімнің ішіндегісі тарау! Розовый. Да. Ажайып, бұл гүл иесі енді жоғарда айтып, өздеріңіз көріп куәсі болғаныңыздай Азиза еді. Тілекке қарсы, сондай бір премьералар уақыты келіп қалған себеплі кетіп қалды. Бұл гүлді иесіне жеткереміз. Ал қазір болса, хамеңізге қымбатлы уақытларыңызды ажыратып, келгелеріңізге сондай көріп отырған жасы бар, үлкені бар, қызы бар, келіншегі бар, бәршесіне жақсы өміріне, күнделігіне түрткі бола алатығындай инсайтлар беріп, мотивациялар бергелеріңізге өзім күнделайк подкастымның атынан шын қалбымнен, жүрегімнен рахмет айтамын. Яқ деместен келгелеріңізге, уақытыңызды бөлгелеріңізге рахмет. Рахмет. Замрат еткеніңіз үшін рахмет. Зор болды. Мен бір айтып жіберейінші деп па, мен енем көреді, айтайыншы мен. Енді фұрсаттан пайдаланып дейді ғой, енді Делиш әңгімесі өтіп жатыр өздерге әстен. Кіріп келатырған 2026 жыл әуметлі, берекетлі жыл болуын тілеймін. Һәм шаңыраққа әрбір инсанға ең керекті болатұғын нәрсе бірінші орында денсаулық, екінші орында әумет. Әумет біздің шаңырағымызға да, жұмысымызға да, өзімізге де ең керекті болған нәрсе. Соның үшін һәммеге әумет тілеймін. Қазір мені саны шыққаннан кейін көрсетудің әлбетте енем көреді. Мама, мен сізді жүда жақсы көремін. Дедіңіз сау болсын, алдымызда әрдайым аман болың. Менің har қандай жетіскерлігім бол сіздің арқаңызда. Мен сізге арқа сүймен, сізді жақсы көремін. Дүниядағы әрбір келін, әрбір ененің арасында қатынасып, екеуміздің ортамыздағыдай болуын тілеп қаламын. Менің үшін сау болың, саламат болың, жүзге шығың. Ажапа, мақтап атырғанда енелер көбейсін. Шүкір деймен осы жерде. Гозалар. Менің енем да, бірақ өзім мама деп шақырып жатырпан. Жақын болған жақсы. Жақын болғаннан кейін. И қазір өзі келін болып түскеніме 3 күн болды. Бірақ менің мамам, енем, мені қызым жұмысыңа бара бер, шыға бер. Мен саған ешқандай запрет қоймаймын. Көшеге орамалам тақпай-ақ қой. Қалдан қандай үрп әдет болатын болса, дәстүр болатын болса, ол бізге керек емес. Не надо, семьядағы қарым-қатынас жақсы болса, өздеріміз тату болсақ, это самое главное деп айтқанда. И күйеуім осы жерде мені поддерживать еткеніне қатаға шүкір деймін. Бақат, сен жіберген үшін рахмет. Қайтарсын мен алып қайтамын. Қайтарсын
Перизат сағанам рахмет, жұмыстарыңға табыс. Не жаңа жыл алдында хаме хаял қызларды жинап, мысал үшін біргелікте хамеден пікір алмасып, хамеміз бір-бірімізді танымасамыз, заочный танимыз, бірақ бұл жерде отырып жақсылап танысып, советлестік. Сенің жұмыстарыңда табыс, өзіңнің шаңырағында берекет, халқымызға да дүниеда ең жақсы тілектердің бәрін тілеп қаламыз. Себебі біздердің халқымыз рауажланса, суымыз мол болса, аралымыз суға толса, тілегім да, енді мен 2026-дағы ең үлкен қойған мен тілегім, сол аралымызға су келсе, біздердің халқымыз самый уақытта тоқлықта болса, ойлаймын, самый уақытта бір-бірімізді көтеру, қолдап қуатлау самый уақытта бола береді. Соның үшін 2026 жыл хамемізге бір жақсы жыл болып келуін тілеп қаламын хамеге. Отырғаларға да. Рахмет, кәдімгі. Қуаныштымыз. Зор көрсету. Күнде лайк зор.